опять-таки көрермендеріңізден тағы да кешірім сұрайық. Сондықтан соны қою керек. Исламды дін ретінде, культура ретінде мен арабтардан қызғанамын. Сендер бізге дінді үйреткен сендерсіңдер. Қауіпті сөйлемдерді бұл қалағанша құлым деп айтсаңыз да болады. Сақал сала құлаш, сәлдесі аңғарадай деп. Діндар аз. Бір жағынан. Брат, логика деген харам болды. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен Алматы облысы Дін істер басқармасының тапсырысымен дайындалып отырған Дін талқы бағдарламасының тұсаукесеріне қош келдіңіздер дейміз. Бүгін бізде қонақта оң жағымда отырған Жихангез, блогер, 100 кітабының авторы Садық Шерімбек аға. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Сосын сол жағымда отырған Роман Бұрқаш аға бізге елімізге жаңағы дін саласында блог жүргізіп жүрген танымал блогерлердің бірі, Түркия елінде білім алған теолог ағамыз бізге арнайы осы бағдарламамызға қатысу үшін елордадан келіп отыр. Қош келдіңіз аға. Рахмет келгендеріңізге. Екеуміз де елордадан келіп отырмыз. Және мен Естай Қалмұрат, осы басқарманың теологы. Садық аға, жалпы сіз өзіңіз бір жазбаларыңызды айтқансыз, мектеп бітірген кезіңізде IT саласын тастап, дін оқуын оқысам ба дегенде ниетіңіз болған, иә? Сондай мысалға неде болғансыз, көзқараста болғансыз, бірақ кейін келе біраз шет елдерде осы IT саласында қызмет еттіңіз, басқа жаңағы нелерді көрдіңіз, технократтық елдерді көрдіңіз былайша айтқан кезде. И қазіргі кезде көзқарасыңыз түбегейлі өзгерген жалпы дінге қатысты. Иә, солай десек болады. Сол енді осы жайлы бір айтып өтсеңіз. Енді осы дәл осындай көзқарасқа келуіңізге не себеп болды? Сосын оған біздің елімізде қалыптасқан діни ахуалдың бір қандай да бір қатысы бар ма, соны айтып өтсеңіз. Біріншіден бастап жатқан жобаларыңызға сәттілік тілеймін. Мына қазіргі өкінішке орай қазақ қоғамы саған түрлі мысалға тарапқа бөлініп бір-бірін қабылдай алмай жүрген сондай бір қиын кезеңде рухани былайша айтқан кезде шашырап, ол шашыраған арқанның жаңағыдай шашағы басы мүжіліп былайша айтқан кезде сондай бір қиын кезеңде осындай диалог жасау өте бір дұрыс қадам деп есептеймін өзім. Енді бірден мен өз тарапымнан жаңа айтып өткім келеді. Бұл жерде енді көптеген көзқарастар болады. Енді өздеріңіз жаңағыдай осы жерге шақырған кезде жалпы көзқарастарға, ойға ешқандай бір не жоқ. Еркін форматтағы әйтеуір бірімізді тыңдасақ деген сондай позиция болды. Сол ақ екен, мен де жаңағы өзіміздің бізді көріп отырған көрермендерге соған шақырғым келеді. Өйткені енді қанша көзқарас бар, олардың барлығын мысалға ұнатпау, жек көріп жүру, іштей жаман көріп жүру, негізі ол бәрі айналып келген кезде адамның өзінің жүрегіне жүкті. Сондықтан қашан дұрыс қоғам боламыз, когда бір-бірімізді қабылдай алған кезде, сондай бір дұрыс векторда алға қарай жүрген кезде бір-біріне бір үйлесіп дұрыс мықты ұлтқа айналатын сияқтымыз. Енді менің жалпы мына енді өзім көзқарасымды технократтық деп қарастырамын, технократтық сенім деп қарастырамын. Енді жаңағыдай ол қалай сонда, ол сонда бір ол діннің қай нүктесінде деп айтып жататындар болады. Енді оны өзім оған былай анықтама беремін. Жалпы дін деген кезде мысалға ислам өркениетін бір екі неге қарай бөліп қарайтын болсақ, екі қабатқа бөліп қарайтын болсақ, біріншісі ислам мәдениеті, исламның культурасы, және оның ішінде жаңа ислам сенімі деген нәрсе бар. Бізде Қазақстанда мысалға қандай да
әртүрлі көзқарастағы адамдар бар, бірақ көбісі дерлік бәрібір сол айналып келген кезде ислам культурасының ішіндегі адамдар. Бәлкім сенімнің ішінде болмауы мүмкін, бірақ бәрібір сол мәдениет бізді қалыптастырып шығарған. Сондықтан бұл сұрақтарды талқылаған кезде мысалға біз өзімізді қанша жерден мысалға көзқарасымыз кей жағдайда бөлек деу болып тұрғанменен өзімізді мына ислам культурасының сыртында деп қарастырмаймыз, ислам мәдениетінің сыртында деп қарастырмаймыз. Жаңағы енді айтып отқаныңыз рас. Менде енді тоже діни бэкграунд болды, медреселік білім болды. Одан кейін қанша бір енді саналы ғұмырдың бір 10 жылдан астам уақыт кәдімгідей діни өмір салтымен өткен. Бірақ сол университет білімі менде техникалық білім болып алынды. Бір жағынан былай айтуға да болатын шығар, бәрібір темір тесік деген нәрсе адамды темір қылып жүреді ғой. Сондықтан кей жағдайларда мысалға рухани факторлар сәл артқа кетіп қалатын тұстар болады. Кей жағдайларда оның жалпы мына фанаттыққа жол бермей көп нәрсеге суық ақылмен қарауға бір жақсы әсерін тигізетін болады. Қайткенде де әйтеуір ізденісте жүрген адамбыз. Өзім жайлы қысқаша айтсам солай келтіруге болатын шығар. Жалпы мынау бір жылдар әлеуметтік желіде ерекше белсенді болдыңыз ғой? Осы мәселелерге қатысты. Біздің елімізде жалпы қазір қалыптасқан діни жағдайға қатысты. Сол нәрсе қазіргі кезде бізді өзіңіз қалай ойлайсыз? Діндар болуға итермелеп жатыр ма, әлде жаңағындай технократтық бағыттағы ғылымды технологияны алда қоятын азаматтарды керісінше кері итеріп жатыр ма? Осыған қатысты бір білдіріңіз. Негізі жалпы технократтық деген нәрсе ол андай былай жалпылама алып қараған кезде ол қызық сала емес та негізі. Одан адам жергеді. Кәдімгі оның қызығына кіргеннен гөрі адамның зергуі немесе жаңағыдай өзі жалғыздық бір қапасында қалып кету несі факторлар өте көп шыны керек. Сондықтан енді маған мысалға көп жастар жазады жаңағыдай, мен уже мына нәрсеге сенгім келмейді дейді да, жаңағы ішімде бір күмән бар, қалай ойлайсыз, осы нәрсенің бәрін тастап мысалға қазіргі дінді тастағым келеді, намаз тастағым келеді деп жазады. И мен бірінші кезек оған былай айтам да, егер сенде 10 жыл уақыт болатын болса, кәдімгідей бос кетіргің келетін 10 жылда уақытың болатын болса алда, және сол 10 жылдың ішінде әр ай сайын яки болмаса әр апта сайын бір рухани күйзеліске, рухани ударға сен дайын болатын болсаң, онда мейлі таста да ізденіп көр деймін. Ал егер оған уақытың болмайтын болса, онда қазіргі ұстанып жүрген нәрсеңді тереңірек зерттеп, сол бағытта кете берген дұрыс деп айтамын. Өйткені көпшілік айтады жаңағыдай, мұсылман болу әсте-әсте, кәпір болу бір пәсте дейді ғой. Негізінде олай емес та. Ол кәпір болу действительно әсте-әсте адамдарда. Мұсылман болу бір пәсте жаңа бір адамға осознание келді. Алдыңызда мысалға бұл барлық бұл жаратылыстың иесі бар екенін былайша айтқан кезде түсініп, ойыңызда сол шам былайша айтқан кезде жанған кезде иманыңызды келтіресіз дағы ары қарай мысалы мұсылман болып кете беруіңіз мүмкін. Бірақ діннен кету процесі, жалпы мына рационалды танымға келу мәселесі ол өте қиын. Оның үстіне мысалға все-таки егер сондай танымға келгісі келетін, сол жолмен жүргісі келетін жастар болса, мен не қылмаймын, кеңес бермейтін едім өзім. Өйткені қалт кету мүмкін моменттер өте көп. Өзіңізді жоғалтып алып, былайша айтқан кезде мына бүтін кеңістіктің қай нүктесіне екеніңізді таппай қалатын ондай моменттер өте көп. Сондықтан қанша мысалға өткен қанша жыл жалпы осы рационалдыққа шақырып келгенімізбенен
но бірақ бәрібір уже енді бір енді 30-ға келген кезде адам кішкене есі кіреді ғой. Сіздің айналаңызда жүрген нәрсенің пайдасы мен зиянын бір объективті түрде қарай бастайсыз да. Осы тұрғыдан келген кезде діннің де жалпы мына қоғамды ұйыстыратын, қоғамды игілікке жетелейтін өзінің факторлары өте көп. Өкінішке орай өзінің былай таза табиғаттан алып қарайтын болсаңыз, біздің қоғам жастары жалпы діни институттың ескірген бір бөлшектері бар ғой. Оның барлығы демейміз, бірақ бір 15-20% сол ескірген бөлшектеріне, соның жарларына түсіп кете береді да. Содан келіп шығып, жалпы бір дінге деген негативті көзқарастар қалыптасатын сияқты. Былайынша айтқанда, менің де өмірім жаңа дінге қатысты сценарий өмірдегі. Күнге сізді Сәке деп айтып, Мәке? Қалағанша, құлын деп айтсаңыз да болады. Сәкеңе ұқсайды былайынша. Бізде жас болдық, не болдық, бізде ата әженің тәрбиесінде, ауылда, былайынша айтқанда бір руханилыққа жақын болдық. Оның үстіне кішкентайымызда музыкада жүргеннен кейін, одан кейін енді бір 2008-2009 жылдары енді біздің кезімізде сол кездерге тап болдық. Бір жаппай бәрі намаз оқу, жаппай бәрі жаңағы өлім жайлы уағыз, тозақ жайлы уағыздың бір былай қашсаң құтыла алмайтын бір кезге келдік қой сол кездері. Жаппай намаз оқымасаң бір айып секілді бір кезге. Сол кезде де бір іштей не оянған, руханилыққа жаңағы дінге былайынша айтқанда, намазға былайынша сондайға. Сөйтіп мен тіпті неткен, біз консерваторияда оқып жүріп, 2-ші курстан шығып кеткен мен. Шығып Нұрмараққа түскем. Бұл нәрсе өмірімді құтқарады деп басы күйлі жаңағы осыған арнайық осының бәрін деп жаңағыдай. Оның алдында да бірақ енді тарих факультетіне тапсырып көргем, салмай қойған. Жазу сызуға байланысты бір мамандық болсын деп сөйттік та. Одан кейін енді Нұрмарақта біз көбінесе ол кездері енді біздің кезімізде адам арабша үйренем деп жүріп 2 жылын нетіп алады. Енді анау оқып атқан бағдарламаның бәрі арабша ғой енді. Ұстаздар арабша. Түскен балдар түсе салысымен арабша үйренгеннің өзінде бір 3-ші курста барып жаңағы араб ұстаздарды енді түсіне бастаған кезде оқу бітіп қалады. Сол кезде мен де көбінесе сосын біздің кезімізде фих деген нәрсе бар ғой, исламдағы жаңағы азаматтық құқық дей ма, сол нәрсеге қатты басымдылық беретін. Біздің бәріміз енді былай сол кездері түсінік ислам бір фихтан тұрады, жаңағы намазды қалай оқу, дәретті қалай оқу. Былай бір қарағанда Нұрмаракты бітірдік 4 жыл. Әрі емес, бер емес. Қайда мен мына жақта бір рухани шөлім бар. Қандырама дедік, что-то қанбай қалдық жаңағыдай. Тек бізге андай формальный нәрселер оқи бердік жаңағы. Ана жерде мәселелерге басымдылық берілді. Теориялық мәселелер, оның үстіне жаңағыдай. Ананы 3 рет оқу, мынаның математикадан ешқандай айырмашылық, мен бір рухани бір халге түсем ба деп келгенде, енді ол кезде білмейміз ғой. Оның диагнозын да білмейміз жаңағыдай. Қазір ғой енді анализ жасап былай нетіп атқанымыз. Сөйтіп әрі емес, бер емес. Содан кейін мен Түркияға оқуға түскем. Мүмкін Түркияда барша қызық болғаны, Түркияда да барып сол дәстүрлі ислам медресе усулы дейді ғой, медресе форматындағы бір оқуға түсіп. Ол жақта да сол тура ана университетте оқығанның жалғасы жаңағыдай. Содан кейін біз ойландық, қалай деп айтсақ болады, ештең бере алмай жатыр маған. Былайынша айтқанда, ана жерде 4 рет істеуің керек, ана жерде 3 рет істеуің керек деген мәселелер ғой енді фих. Сөйтіп сосын бізде не болды жаңағы? Нақылшылық дейді ғой жаңағы түркше айтқанда, бұрынғы ескі мәтіндерді алып, ешқандай анализ жасамай, осы күні тек біздің кезіміздегі дін саласында студенттер арасында қатты мода болатын. Арабша кез келген бір мәтінді оқып, күшті қылып қазақшаға аударып беру, сол не болатын жаңағы. Авторитет болатын, керемет көрінетін. Сондайға машықтан. Енді өкінішке орай ол жақта да бітірдік, ол жақтан да қатты ештеңе былай жанға дейді ғой жаңа, сопылықта, халге, жүрекке ештеңе нетпеді. Бәрі формальный сабақтар деген секілді. Одан кейін мен айтпаймын, мысалы Нұрмаракта оқыдым, Түркияда оқыдым 4 жыл. Ол жақта керемет ұстаздар болды. Жаңағы бұл жерде мәселе неде ғой?
адамдарда емес, мәселе форматта дейміз ба, не деп айтсақ болады. Діннің миссиясы дегенге келетін сияқты. Сол кездегі жаңағы жалпы қалай деп айтсақ болады бұны, аура дейміз ба, барлық направление, бағыттың бәрі сол болды да. И содан кейін мен Қазақстанға келдім. Қазақстанда Астанаға жаңа жұмысқа. Астанада білесіздер, бәрі материалист. Көбісі енді түсінік, үй алсам екен, әйтеуір көлік алсам екен, бір дүниенің соңында кетіп бара жатқан адамдар. Енді көбінесе араласып танысқан кезде мен қараймын, мен оқып келдім 8 жыл мысалға. Менде бір өзімше ойлап жүрмін, рухани байлық бар менде. Адамдарға таратайын. Көбісі керек етпейді. Былайша айтқанда, менің бүкіл 8 жыл оқып келген нәрсем былай қарағанда мына қазіргі заманауи өмірге іске аспай қалды. И бұл бара-бара жаңа кім Сәкең айтты ғой, жаңағы әсте-әсте деп. Әсте-әсте өзімнің ұстанып жүрген құндылықтарым өзіме көмектеспей бастады жаңа. Содан кейін былай ойға келесін, соңында мынандай ойға бара-бара жаңағыдай нәрсеге де тірелдік қой. Жалпы дін адамға керек па, керек емес па деген ойға келгем сол кезде. Өйткені біздің оқығанымыз жаңағыдай анау болады, мынау болмайды. Ананың ана жердегі үкімі қандай, мынаның мына жердегі үкімі қандай деген мәселелерге көбірек кіріп кеттік та біз. Көбірек. Қарайым, бұл нәрсе бізге көмектесіп. Былайынша айтқанда, біздің ұстанып жүрген құндылықтар, жаңа дінімізді былайынша айтқанда, сол түсініктегі дінімізді шынайы өмірде адаптациясы жоқ жаңағыдай. Икемі жоқ, бір орны жоқ. Менің оқып келген мамандығым, мен енді маман болайын деп оққан жоқпыз, бір рухани ізденістің артында жүрдік қой. Бұлайынша өзімді енді жаңа анандай сезініп қаласын, бір қоғамда орны жоқ, бір ескі кітаптарды нететін бір кітапханашы ма, немесе адамдардың анда-санда бір есіне түсетін бір музейдегі жаңағы жәдігер сияқты. Жәдігер немесе жаңағы кітапханадағы бір кітапханашы сияқты. Мен ойладым ғой, енді дін адамдарға әрбір сәтінде керек. Қазір маған келіп бәрі үкім сұрайды, мен мына шариғаттың бәрін ішіп алуым керек деген секілді. Сөйтіп соңында андай ойға бардым. Дін жалпы адамға керек па, керек емес па? Керек болса, неге менің ұстанып жүрген мына нәрселер маған пайда бермей жатыр? Пайда бермей жатыр деген нәрсеге ойланып жүрген кезде неге тап болдық жаңағы? Бізде қазір логотерапияны айтып жүрген Санжар Керімбай ағамыз бар ғой. Сол кісінің логотерапиясын оқыдық. Одан кейін мен софылыққа көбірек басымдық беріп, софылықты оқи бастадым. Бірақ содан кейін мен қайтадан былай дінге орысша айтқанда осознанно, ақылмен, оймен, халмен, рухани бір халмен қайтадан келе бастадым. Осылай қарағанда дінді софылық тұрғысынан, руханилық тұрғысынан, адамның жаңа ішкі жан дүниесінің, жаңа адамды неде де айтады ғой, трансцендентті жаратылыс дейді адамды. Трансцендент жаратылыс деген жаңағы не? Адам қанша трансцендентті әлем деген өзіне құдайлық, жаңағы қиял ғажайып әлемі, періштелер, жындар, шайтан, тозақ, жәннат деген біздің абстракты ұғымдардың әлемі да трансцендент әлем. Бұл бірінші қабат біздің әлем. Адамды трансцендент жаратылыс дейді. Онда мен жаңа Санжар Керімбай ағалардан оқыдым. Сонда адам трансцендент жаратылыс деген трансцендентті әлеммен үнемі байланыс құрып тұруға мұқтаж жаратылыс деп. Сондай бір хикметтерді оқыдым да, содан кейін барып қайтадан дінді осы тұрғысынан қараған кезде дін адамға керек түгілі кәдімгі өте қатты керек, бірінші орында тұратын нәрсе екен деп осы соңғы бір 2 жыл болды, 2 жылға жуықтады. Қайтадан мен дінді жағдай бұның астарында Алла тағала мысалға Құранда, дінде айтылған нәрселер болса, бұның астарында не бар? Не дегісі келіп жатыр? Деген секілді жаңа трансцендентті әлемнен шығып кетіп жатыр ғой, мәселе адамға кез келген бір нәрсе болса, оның астындағы бір хикметі, мәні, мағынасын іздеп тұрады екен де адамның жүрегі. Оны бір сырттай не деп айтады жаңағы? Формально жұта беретін. Сыртқы формасын жұта берсе, адам тоймайды, ішкі мазмұн жоқ болса, кімдер Камю деген философтар айтады ғой, мазмұн жоқ болса, мазмұнды өзің ойлап тап. Жаңа балаң сұрайды ғой жаңа, әке адамдарға ай неге керек дейді ғой. Аңызын білмейсің ба, хикметін білмейсің ба, онда өзің ойлап тап. Өйткені бала ана көктегі айдың не үшін тұрғанын, хикметін білгісі келіп сұрақ қойып жатыр. Сен соған ана былай жалаң тілмен жауап берсең, ай деген бізге жарық болу үшін керек деп айтсаң, бала тоймайды. Екіншісі ондай сұрақ қоймайды. Содан кейін
айдың бір қиссасын, айдың бір аңызын, бір оның астарындағы бір жаңағы хикмет дейміз ба, мән мағынасын түсіндіріп бересің бір ертегі түрінде. Ол бала қанағаттанады. Демек адамда жаңағыдай жан дүниесінде бір сондай рухани байлықты талап етіп тұратын бір орган бар. Жүрек дейді. Енді Құранда да жүрек деп айтады, қалып деп айтады. Білесіз ғой? Сол бар екен. Біз соның азығын бермей, тек жаңа математика сияқты формулалар жаттай берген екенбіз ғой осы күнге дейін. Соны алып келіп жұртқа тықпалаймыз. Бір қарасаң, ол өзіңе көмектеспейді. Ол оны үйретіп жүрген адамыңа біраз күннен кейін оған да көмектеспей бастайды. Ол көмектеспей жатыр деп саған айтуға ұялады. Сен оған да айтуға ұяласың жаңағыдай. Өзінен іздейді ғой кінәні. Так, мынау көмектеспей жатыр. Мен, значит, бірдеңе дұрыс істеп жатқан жоқпын. Иә. Мен нені дұрыс істеп жатқан жоқпын. Соны жаңа мешітке барады, мен мына ләззат алмай жатырмын, мына нәрсе мені толтырмай жатыр дейді. Әдеттегі біздің түрлі молдалар бар ғой, жаңа сен манипуляциясын дұрыстап жүрген жоқсың дейді. Иә, күнәң көп болып кетті. Күнәң көп сен деген. Оны былайша айтқан кезде тек қана сыртқы мынау упаковкасын емес, ішіндегісін түпкі дүниесімен дейсіз ғой, қабылдау керек дейсіз ғой. Бізде енді көбінесе ислам әлемінде көптеген терминдердің, көптеген ұғымдардың мағынасы өзгеріп кеткен, немесе жаңағыдай тиісті алу керек орнын бағасын ала алмай қалғанда қазір. Бізде дәстүрлі жаңа оқу орындарында оқыдық, мысалы ихтикаф деген дінде бір ұғым бар. Ихтикаф деген. Оны бізге кез келген бір жаңағы дәстүрлі бір молданен барсаңыз былай деп түсіндіреді. Ихтикаф деген ол Рамазанның соңғы 10 күнінде мешіттен шықпауым керек, сыртқа шықпауым керек, біреудің жаназасы болса шығуым керек, енді дәрет алуға болса шығу керек. Бірақ соңғы 10 күнінде не істейсіз, құлшылықта болуыңыз керек мешітте. Соның ана ережелерін қойып тастағанда, киіміңіз мынандай болу керек, алатын ол жерге алып баратын мынандай заттың формасы мынандай болу керек. Ол жерде қалай деп айтсам болады, есеп қисап қылып тастаған бәрі. Кейін біз сопылықта бұл ихтикаф деген нәрсенің енді бір мысал ретінде айтып жатырмын ғой, айтқан әңгіме түсінікті болу үшін. Ихтикаф деген не нәрсе деп сопылықта оқыса, сопылықта айтады, ихтикаф деген ихтакафа яхтакифу дейді ма, жаңағы етістік ма? Етістігі. Ол деген жаңағыдай фокус деген мағынаны білдіреді екен да. Фокус. Бір нәрсеге бүкіл концентрацияңды жаңағыдай нету. Тікелей сөзбе-сөз аударғанда араб тілінен ихтакафа деген бүкіл фокусты, бүкіл назарды бір нәрсеге шоғырландыру деген мағынаны білдіреді. Ал термин ретінде дінде қалай қолданады сопылықта деген кезде, онда айтады, адам жеке қалып өзінің жанына үңілу дейді. Үңілу. Ол сіз оны тек мешітте емес, оны басқа бір үйіңізде жасауыңызға да болады. Оның бір белгілі бір несі жоқ жаңағыдай. Формалар мен ережелер. Иә, тек қана мына жерде жасайсың деп. Ал оның философиясын алып аласыз да, кез келген нәрседе. Тіпті кейбір ғалымдар айтады, жарты сағаттың өзінде жасауға болады дейді. Қазір мынандай жаңағы қызылды жасылды әлемде, өз-өзіңе уақыт бөле алмай жүрген әлемде, жарты сағат өз-өзің жаныңа үңілудің өзі үлкен не ғой, былайынша айтқанда. Ешқандай қолыңда заттардың бәрін тастап деген секілді. Бізге мысалға осылай түсіндірсе, мысалға сопылық тұрғысынан, руханилық тұрғысынан түсіндірсе, мәселенің бәрі түсінікті болады. Ал бізге көбінесе біз не істейміз? Сыртқы форма. Армияда солдаттар құсатып, жаңа 8-де тұруың керек, 10-да жатуың керек деген секілді. Немен неткесін адам одан мән мағына емес, тек форма үйреніп жатыр деген секілді. Бір ереже футбол алаңында жүрген адам секілді, жаңа шаршап, жаңа екі өкпесін қолына ұстап алып, әрі-бері деген секілді. Осы орайда өткенде бір ойға келдім да. Негізі енді опять-таки көрермендеріңізден тағы да кешірім сұрайып. Егер өйстіп сөйлеуді үйренбесем, мен қолым жыбырлап кете береді да. Негізі тоже баппен қолым жыбырлап сөйлеймін, өзі осындай тақырыптар болады өзі. Жыбырлататын тақырып. Менде мынандай ой болды да. Намаз жай ғана бір механикалық түрде қайталанған кезде ол уақыт өте пұтқа айналып кетеді екен да.
біздің енді айналамызда қанша жаңағыдай бір бүйтіп андай шаблонға салып бір қатып қалған деп айтпай ақ қояйын, но бірақ жаңағыдай форманы көбірек ұстайтын азаматтардың кейінгі кризисіне қараймын да, мен соны түсінемін да. Ол намазды бастапқыда оқып жатқан кезде ол намаз оның жаңағыдай бір тәңірмен байланысы болды, жаңағыдай рухани байланысы ретінде болды. Бірақ ол өзінің акцентін өкінішке орай Құдайға емес намазына байлап тастайды да. Яғни Құдаймен байланыстың, Құдайдан бір жаңағыдай бір қуат алудың басты көзі тек қана намаз деп қарастырып алады. Ал ол нәрсе механикалық болғаннан кейін өзінің шаршайтын кезеңі болады, өзінің жаңағыдай кішкене жаңаратын кезеңі болады деген сияқты. И жаңа нәрсе қайталана берген сайын ана эффекті де азая береді. Енді адамның болмысы солдан айналып келген кезде и сөйтеді да, бұл ойлайды, так, мына жақта менің иманым әлсіреп жатыр, намаз оқып жатқан кезде менің ішімде не болып жатқан жоқ, сезім болып жатқан жоқ. Демек мен намазымды дұрыс оқып жатқан жоқпын дейді да. Соны алады да одан сайын намазын жаңағыдай дұрыстауға тырысады. Одан сайын жаңағыдай намазындағы әр әрекетіне жаңағыдай отырған кездегі саусағын көтеру, көтермеу, жаңағы оң жаққа басын бұрған кезде сәждедегі моменттерін барлығын кәдімгідей соны идеал түрде жасауға тырысады дағы. Сонымен мына акцент форманың өзіне кетіп қалады екен да. И негізі оның түпкі баратын тұсы, мен түсінгенім, бәрібір ол жаңағыдай механикалық қайталанған ғибадат түп-түбінде сізді жаңағыдай неден ажыратып тастайды. Мәнінен ажыратып тастайды да. Адам өзінің ғибадатының құлы болып қалады екен. Өйткені сізде әйтеуір күнделікті намазда беріліп жатқан бір қалыптасып кеткен нелер бар. Не деп айтады оны? Үнемі бір қалыптасып кеткен реакция бар да, жаңағыдай. Рутин деген сияқты. Рутин қалыптасып кеткен. И одан сәл шыға бастаған кезде уже сіз қорқа бастайсыз. Невроз бола бастайды, кәдімгі Құдай тастап кеткен сияқты. Сондай бір қорқыныш пайда болады дағы. Адамдар жаңа форманың өзінің құлы болып қалады екен. Соңында оның өмірінде, оның жүрегінде Құдай қалмайды. Оның жүрегінде тек қана жаңағыдай намаз деген формасы ғана қалып кетеді екен да. И осыны мен кәдімгі айналадағы бірнеше жігіттерден не қылдым да, байқадым да. Жаңағы бір әзіл бар еді ғой, интернеттен оқығам, жаңағы әлеуметтік желіден. Біреу келіп, енді Құдайға бас қояйын, жаңа нетейін деп мешітке келген дейді ғой, жаңағы ғибадатхана деп жазады енді ол жерде. Ғибадатханаға келіп, енді құлшылық жасап намаз оқиын деп жатса дейді, біреу келіп дейді, сен қолыңды дұрыс қоймайды екенсің. Қолың түзеп жатса, біреу келіп, аяғың мына жерде мынанша сантиметр болу керек, бұл дұрыс емес. Біреу келіп дейді, сен дұғаң дұрыс емес жаңағы. Сөйтіп неше түрлі жаңағыдай критиктер келген ғой енді. Сөйтіп вообще сенің құлшылығың деген құлшылыққа ұқсамайды ғой мынау. Кетші бар мешіттен де қуып жіберген дейді да жаңағы. Бас салбырап байғұс мешіттен жаңағы бас салбырап мешіттің алдында отырса дейді, көктен бір дауыс естілді дейді. Сені де шығарып жіберді ма деп айтады. Сен кімсің десе, енді белгілі болып тұр ғой енді мәселе. Олар мені де шығарып жіберген деп айтады. Сондай бір не бар да. Осы тұрғыдан бізде енді айтып келіп жаңағы бәрін қаралай беру емес, бұл жерде мәселенің жаңағы жараның диагнозын дейді ғой, адам өзінің ауруын мойындаса, ауру мойындау емнің ең бірінші емі сол дейді ғой, жаңағы ауру екенін мойындау. Сол секілді біз енді мына жиналып алып мына жерде қаралау емес мақсат. Бұл жерде болып жатқан мәселелерге өзіміздің жаңағыдай сыни көзқарас деген секілді. Мен жаңа оқыған оқу орындарым ба, ол жақта ұстаздар, ол ешқайсысына да мен ешқандай өкпем жоқ. Просто мәселе айтылу керек кездерінде кейде солай айтасың. Кейде жаңағыдай түсінбей жатады ғой, ойбай, қаралап жатыр, оқыған жеріне жақ, ішкен құдығына кие жағып жатыр. Бүкіл мұсылмандардың бәрін кәпірге шығарып, өзі ғана мұсылман сияқты болып отыр деген секілді. Сонда айтқым келген жаңа бізде енді 19 ғасырдың соңы 20 ғасырдың басында бүкіл ислам әлемі жаңағы бұған дейін ислам әлемінде құндылық өндіріп отырған бір әлем жаңағы отаралаушылардың қолына түсіп қалды ғой. Жаңағы сөйтіп жаңағы
бүкіл рухани құндылықты өндіріп отыратын тұлғалардың бәрі бұл жолы елімді қалай қорғаймын, жаңағы ұлтымды қалай қорғаймын деп бәрі ұлтшылдыққа қарай жылыстап кетті. Ана жаққа рухани мектепке де дамытуға қолдары тимей қалды. Былайынша айтқанда бәрі солай болып кетті. Ана Шөл арыстаны, Омар Мұхтар деген бір кино бар еді ғой. Сонда бүкіл жаңа медреседе сабақ беріп жүрген бәрін тастап итальяндықтармен, Ливияның несі, итальяндықтармен соғысуға кетіп қалады жаңағыдай. Сол секілді сондай бір мәселе болды бізде. Одан кейін надандық барлық салада, өнер білімнен, жаңағы музыкадан, әдебиеттен, неден бір надандық басты да сол әлемді. Содан кейін бізде кейбір мәселенің жаңағыдай негізгі философиясын түсінбейтін болып қалдық. Мысалы бізде дінді мен айтар едім, жаңа дінді үйреткен кезде діни оқу орындарында метафора, әдеби термин не деп айтады, метафора, аллегория, жаңа символика деген секілді нәрселердің бәрін оқыту керек. Әйтпесе ол діндегі үлкен ауыр нәрселер түсінікті болмайды адамға, мысалға. Сондықтан біз ана символика нелердің бәрін нетіп кеткеннен кейін біз тек жаңағы Сәкең айтпақшы құлшылықтардың өзін тұтқылып алдық. Осы тұрғыдан жаңа Ермек Есқожа деген теолог жігіт бар. Соның мазмұн деген кітабы бар, Фатиха сүресінің тәпсіріне жазылған кітап. Сонда ғибадат пен ғубудият деген арнайы тақырып бар. Сол жерден оқыдым. Одан кейін де бөлек іздедік қой сол тақырыпты. Сонда соплықты айтады екен, құлшылықты екіге бөледі дейді. Енді мен жаңа теолог болғасын сәл уағызға ұқсап кететін бір неге кіріп кете берем енді. Түсіністікпен қарайсыздар, иә, уағызға ұқсайтын форматқа кіріп кете берем. Бірақ енді сөз беріп жатқасын емін-еркін көсіліп алайық жаңағыдай. Кейде андай ресми телеарналарда былай отырып әңгіме айтпайсың жаңағыдай. Уағыз сапыра алмайсың былайынша айтқанда. Сөйтіп софылықта дейді, нені құлшылықты екіге бөледі дейді. Біріншісі ғибадат, екіншісі ғубудият дейді. Мен жаңағы намаздың қалай пұтқа айналып кететінін өзімше былай пайымдауға тырысып жатырмын да. Сонда ғибадат дегеніміз не дейді, ғубудият дегеніміз не дейді. Ғибадат дегеніміз андай дейді, белгілі бір уақытта, белгілі бір жерде, белгілі бір сөздермен, белгілі бір іс-әрекеттерден тұратын құлшылық дейді. Ал ғубудият дегеніміз не деген кезде, белгілі бір жері жоқ, ол құлшылықтың жасалатын, белгілі бір сөздері жоқ, белгілі бір жаңағыдай несі жоқ, формасы несі жоқ дейді. Бұл екеуі егіз дейді. Егіз анадан туғанда егіз. Бұл бірінсіз бірі бола алмайды дейді. Тіпті кейбір ғалымдар айтады, ғибадат дедік қой, белгілі бір нәрседе жасалатын. Ал мына ғубудият деген белгісіз ешқандай форматқа бағынбайтын құлшылықтар. Енді бір қызық жері ғалымдар айтады, мына ғубудият болмаса, ана ғибадат адамға көмектеспейді дейді. Тіпті ғубудияты жоқ болып, тек ғибадаты ғана қалатын болса адамда, онда бұл бір күні ол да ғибадатынан айырылып қалуы мүмкін дейді. Мысалға, намаз, ораза, жаңа қажылықта жасалатын нәрселердің бәрі бұл ғибадатқа жатады. Белгілі бір іс-әрекеттердің символикалық бір көрінісі. Ал мына досыңа күлімдеп қарау деген секілді нәрселер айтады ғой уағыздарда. Біреуге бір жақсылық жасау, біреудің бір жәрдемдесу дегендер, бұлар ана форматтарға бағынбайтын, формаға келмейтін құлшылықтар. Бұлар ғубудият. Енді бір қызық жер мына жақтағы ғубудият болмаса, мына ғибадат адамға уже көмектеспей бастайды дейді. Мысалға, жаңағыдай ғой, мына ғибадат дегеніміз жасалған ғубудияттың бір символикалық бір түрі. Мысалға, бұл жерде де символика дегеннен шығады ғой. Мәселе мысалға, мен сізді сыйлайтын болсам, сіздерді сыйлайтын болсам, мен сіздерді не істеймін? Сіздер келгенде қолдарыңызды жақсылап қысам, төс қағысып амандасам, сіздерге бір көмек керек болса, мен көмекке асығам деген секілді, сіздің қуанышыңызда да, қайғыңызда да бірге болуға тырысам дейді ғой мысалы. Бұл сыйластық. Солай емес па? Достық арамыздағы бұл ғубудият. Бұл енді мен осы арамыздағы сыйластықтың бір символы ретінде мен не істеймін? Мысалға, сізді көрген кезде былай оң қолын төсіме қойып, былай бір не істеймін? Белгі көрсетемін. Бұл менің сізді сыйлайтынымның бір символы деген секілді ғой жаңағыдай. Ал біз намаз деген, ораза деген нәрселер Құдайға қаншалықты берілгендігіңіздің, Құдайдың сізге жүктеген миссиясын толық атқарып жүргендеріңіздің, былайынша айтқанда мына ғубудият жасап жүргеніңіздің бір символикалық жаңағыдай несі, көрінісі.
мысалы Сафа мен Маруаның арасында неге әрі бері жетірет жүреді ғой жаңағыдай, оның хикметі не деп, мен былайша айтқанда бір не сияқты, анау стадиондағы бір кругты айналып жатқан секілді, бір сырттай қараған кезде формасы ретінде, ішкі мазмұны не деген кезде, ана Ажар дейді ғой, Ибрахим алейхиссаламның несі, әйелі, ана Исмаил шөлдеген кезде Сафа мен Марваның арасына не жасаған дейді, жаңағы жүгірген әрі бері баласына су таппай, су іздеп, соның біреуге көмектесудің бір символы ретінде сол Ажар анамыздан қалған дейді, Сафа мен Марваның арасында әрі бері жүгіресің. Ол нені білдіреді дейді, қасиетті мекенге барып, Құдай, мен мына өзімнің елімде адамдарға көмектесуге ұмтылып жүрмін, соның бір символы ретінде мен келіп не жаңағы Ажар анамыз секілді Сафа мен Марваның арасында былай жүгіріп жүрмін. Демек, біздің жасап жүрген құлшылықтарымыздың бәрі күнделікті жасап жүрген жаңағы жақсы әрекеттердің бір символы ретінде тұруы керек екен да. Әйтпесе құр символдардың өзін не қылып алсаң, мысалы мен сізді сыйлайтындығымды тек қана қолымды басымды иіп қана көрсетіп, сізге мүлдем сыйластық басқа өмірде көрсете алмасам, онда оның былайша айтқанда не ғой? Кеуде қойғам не пайда дейсіз? Ана неде түріктерде бар ғой жаңағы. Хабарлас дейді да жаңағы. Ол барлық халықта да бар ғой олайша. Хабарлас. Сөйтсем кейіннен білдік оны. Хабарлас, бір шаруаң түскенде міндетті түрде хабарлас, көмектесеміз деп айтатын. Ол ана илтипат ретінде, бір достықтың бір белгісі ретінде ауызекі тілде айтылып кете беретін сөз екен ғой. Шындап келгенде мәселе басқа болуы мүмкін да жаңағы. Бір досым айтады, түріктер ойбай хабарлас дегенге мен бір баламды жаңа ауруханаға апаратын кезде хабарлассам дейді. Жаңағыдай жоқ дейді да. Демек ана жақта жоқ, құр неде жаңағы символда қалып кеткен да бұл сөздер. Сол секілді біз ана символдардың бәрін жиып теріп алып келіп, соны ғана біз назарға ала берген кезде адамға көмектеспейтін себеп сол. Құранда да айтады ғой жаңағы шағайыр дейді ғой, анау қажылықта жасап жүрген іс-әрекеттеріңнің бәрі, шағайыр деген символ деген сөз да. Бұлардың бәрі бір символ әрқайсысы. Ненің символ екенін енді өзің тауып ал дейді Құранда. Жүргізушіміз белсендірек болса үш жіберіп жаңағыдай. Чот сіздікі уағыз болып кетті деп маған. Жалпы енді айтқыңыз келген мынау ғой, бізде қазір бүгінгі таңда тек қана біздің елімізде ғана емес, біз негізгі мынау діннің функциясын дұрыс түсініп жатқан жоқпыз. Оның мынау сыртқы формаларына көп назар аударып жатырмыз да, ішкі мазмұнын түсіне алмай жатырмыз деген мәселе ғой жалпы айтқыңыз келіп отырған. Енді осы орайда мынандай сұрақ туады да, бәлкім осы біздің дінге деген мынау материалистік көзқарас қой, былайша айтқан кезде. Намаз деген не деген кезде, жаңағы бағана өзіңіз айтпақшы, ол сіздің күнделікті өмірде жақсы адам болып жүргеніңіздің, жақсы іс-әрекет жасап жүргеніңіздің символы емес, ол жақсы әрекеттің өзі деп қарап кеткен. Осыны істесем болды деген сияқты. Сондай біз діннің ішкі мағынасына, мазмұнына мән бермегендіктен, сол материалистік былайша айтқан кезде көзқараспен қарап кеткендіктен бекен бәлкім. Бізде енді қазіргі таңда мысалға басқа мысалға радикалдар да бар, неше түрлі, түрлі позицияға өтіп кеткен. Мынау қазіргі таңда соңғы бірнеше жылдары белсенді болып жатқан исламофобтық мысалға топтар да бар. Мысалға осының негізгі себебі осы біздің бәлкім діни құндылықтарды, діни рәміздерді дұрыс түсінбегендіктен беген деп ойлайсың да соған қарап. Көптеген себептер бар ғой енді. Неге радикалданып кетті? Мысалы, ислам әлемі дейді, мұсылмандар әлемі. Мен өз ислам әлемі деп таяу шығыс мемлекеттеріне олай айтқанда да қатты нетпеймін ше, жаңағыдай. Мысалға, ислам тарихы дейді да, бүкіл арабтардың халифаларының тарихын үйретеді бізге. Бұл ислам тарихы емес, ол арабтардың тарихы, немесе бір қатты кетпей жұмсақ түрде айтқанда мұсылмандардың тарихы деп айтсақ болады. Ислам тарихы бүкіл адамзаттың тарихы ғой, былайша айтқанда. Енді шыны керек, енді радикалданғандарға, радикалданып кетіп бара жатқандарға бір ғана не бере аламын. Осы уақытқа дейінгі мысалға өзіндегі адамдық болмысты өкінішке орай ештеңемен толтырылмаған да. Ол негізі ол бір отбасылық яки болмаса бір жеке адамның жеке проблемасы емес. Бізде ол феномен да, жаңағы бүкіл қоғамдағы проблема.
жалпы идеология негізі шыны керек дұрыс өзінің сәтімен болмаған, өзінің орайымен болмаған. Сондықтан біздің поколение, біздің буын өкілдері көкірегі толған жоқ. Сондықтан есі кірген уақытқа келген кезде, көкірегіне қараған кезде ештеңе болған жоқ та. Ол жерде бостық болған кезде кәдімгі не болады? Құсалық келеді адамға. Ол құсалықты ғылыммен толтырайын десе кеш та. Қазақстанда, по крайней мере, кеш. Сіз 25-ке келіп университет бастау қиын да біздің жастар үшін. Яки болмаса жаңағыдай басқа бір өзінің қызығатын саласына, яки болмаса бір нәрсеге уақыт бөлейін десе, оған да ыңғайсыздау. Мына жақта дүние табу керек, ақша табу керек деген сияқты. Ал ол бостықты қазір Қазақстанда бір ғана инструмент бар да толтыратын. Ол ең оңай және ең тез толатын нәрсе ол дін. Сондықтан соған әйтеуір атүсті бір ілесет, сонымен алады да әйтеуір олардың ол кіргендердің арасында негізінде көп бөлігі әйтеуір дұрыс ұстанып жүр. Бірақ жүйесіз жаңа кіріс болғаннан кейін ол жерде жаңа бинго сияқты ғой, жаңа бірнеше пайыз жігіттер кетіп қалады да басқа жаққа. Радикалдардың себептерінен бірі сол болуы мүмкін. Ал жалпы діннен кететін біздегі жастар бар. Ол жерде де бірнеше топтар бар жаңағы. Оның жаңа сіздің айтып отқаныңызда менде шығып қалды да. То есть ислам тарихы деп жай ғана мысалға араб халифалардың тарихын үйретеді деген сияқты. Толыққанды келісем, мысалға неге ислам тарихында біздің тарихымыз жоқ? То есть ислам өркениетін туын мысалға пәленбай жыл бойы көтеріп жүрген мысалға түркі халықтары, оны Еуропаға яки болмаса басқа қауіп қатерлердің барлығынан сақтап, былайша айтқан кезде өзінің деңгейінде, енді мен жаңа таза не тұрғысынан қарап жатырмын да, өз деңгейінде жаңағыдай дамуына толыққан мысалға жағдай жасап берген мысалға біздің халықтар. Бірақ ислам тарихында өкінішке орай біздің халықтар жай ғана бағыныңқы болған рөлде ғана бірен саран көрсетіліп кетеді. Арабтарға қарыздар сияқты. Арабтарға қарыздар сияқты болып қаламыз. Әрине осы нәрселер енді бір ойлап қараған адамға осы нәрселердің барлығы бір ыңғайсыз да айналып келген кезде. Шыны керек, мысалға енді қазір мысалға исламнан мен алыс болсам да, мен исламды дін ретінде, культура ретінде мен арабтардан қызғанам. Енді опять-таки бұл мен не жасағым келмейді. Жаңа енді саяси фактор ретінде бір не қылып қараңыз. Ол бір жаңа оларды ұлт ретінде жаңағыдай дискриминация жасап жатқаным емес. Бірақ шын мәнінде ислам ол жақтан шыққан негізге ала отырып біздің халықтарды өкінішке орай өте көп тізесін батырып жатыр да жаңағы. Ашығын айту керек, кез келген жақта орта есепті мұсылман баласымен орта есепті мысалға біздерді қарайтын болсаңыз, бәрібір діни тұрғыдан келген кезде бәрібір ол халықтар бәрібір бір жарты саты бәрібір не қарайды, төмендетіп қарайды. Яғни бұлар араб емес қой деген сияқты. Араб емес дегенде де емес, мәселе тіпті ол мүмкін енді онысы да бар шығар, бірақ енді оның менталитетін мен түсінбеген екен, оны бір жақта айта алмаймын да. Бірақ бәрібір сендер бірден түсінбейсіңдер бұл нәрсені деген нәрсе бар да жаңағы. Яғни мына жалпы ислам культурасынан бізді бөліп, немесе біздің бағамызды өте қатты жаңағыдай кемітіп қарайтынына саяси тұрғыдан мен қолдамаймын. Және мысалға осындай жігіттер көп деп білем. Не үшін жаңағыдай исламнан кетіп қалдың деген кезде ол жақтан өзінің өзегін таба алмай қалғанда, ол нәрсе жаңағыдай араб ориентир болып кеткеннен кейін өзінің өзегін тақпысы келеді. И
ол жерден жоқ болғаннан кейін алады да так не бар еді дейді да, исламға дейінгі мысалға біздің дәстүрлі дініміз болды ғой, то есть нанымыз болды ғой, соған кетіп қалды. Оған кетейін, оған барған күннің өзінде оның жаңағыдай нақты нелері жоқ та, бір үлгілері жоқ, қалай болды, ол қалай болған деген сияқты нәрселер жоқ. Бірақ әйтеуір по крайней мере ана нәрсе сенікі деген сезімнің өзі-ақ біршама толтырып тастайды да. Мен бұл ойлаймын, қазіргі отарлық бір көңіл күйге алып барады ғой жаңағы. Қазіргі мысалға әйтеуір біздің қоғамдағы атеист яки болмаса жаңағыдай мен тәңіршілмін деп жүрген жігіттердің көбісі мына ислам шамал болсын, Қазақстандағы ислам шамал болсын, кәдімгі біздің өзімізге қайтып келетін болса, қазақтың танымына, қазақтың жаңағыдай несіне қайтып келетін болса, оны ана жігіттердің көбісі кәдімгі исламға қайтатын еді негізі. Жаңағы шекара бар да. Діндарлардың де көп үлесі бар ғой негізі. Жаңа айтады ғой, бір ғалым кісінің бір сөзі бар еді. Сол айтады, мен мысалға таза атеист кездестірмедім дейді да. Атеист болып жүргендерді, жаңа исламнан жерініп атеизмге өтіп кеткендерді көбінесе былай деп айтамын дейді. Сирияның арабтарының жаңа істегендерін көріп атеист болып кеткендерді Сирияның атеисті деп, жаңа Ауғанстанның атеисті деп. Алай ешқандай себепсіз исламнан жеріген адам жоқ жаңағыдай дейді ғой. Сол себепті сонда енді біз ислам тарихы деген кезде Әлиге дейін, жаңа одан кейінгі бір-екі халифаға дейін, тұлғаларға дейін айтуға болады. Діннің жаңағы орнығып адамзаттың қолына ұстатылам дегенше бір дәуір, пайғамбардан бастап. Одан кейінгісі ол белгілі бір ұлттың белгілі бір тарихы. Оғанда жаңа Сәкен айтпақшы, біздің де кіру хақымыз бар. Осы тұрғыдан мысалға түріктер күшті айтады, сендер бізге дінді үйреткен сендерсіңдер, сендердің аталарың Яссауидің шәкірттері келіп бізге үйреткен деп. Тіпті кейде ойлап қоямын, Яссауиді қазақтардан гөрі жаңа түріктер қаттырақ көтеретін секілді. Әр жерде соның атында көшелер деген секілді. Сондықтан діндарлар жаңағы адамдардың деизм дейді, атеизм, агностик болып кетуінде де негізі былай қалай деп айтсақ болады. Қазір Фейсбукта дінкеш, не дейді, дінкеш деген бір термин бар ғой. Діндараз. Діндараз, дінкеш. Сондай біздің енді жаңағы сауатсыздау ненің әсері бар да негізінде. Біздің өзімізден бар. Мысалға бізде сауатсыздық, жаңағы формализм. Формализм, буквализм деген секілді. Мысалы қазір шатасып кетесің, мен қазіргі арабтардың мәдениетін үйреніп жатырмын ба, енді жаңағы әлде шынымен исламды үйреніп жатырмын ба деп. Содан кейін ұлт ретінде сен ол жерде өзіңді комфортын сезінбей бастайсың да. Өйткені ол сол жақта оқып келгендердің бәрі сол жақтағы актуальны тақырыптардың бәрін алып біледі, ал ол бізде актуальны болмауы мүмкін. Жаңа усул фихта бар ғой, білесіз, жаңа неде кейбір жерде сүннет болып есептелетін нәрсе басқа жерде сүннет болмауы мүмкін әзірге деген секілді. Сондықтан барады да жаңағы белгілі бір тақырыптарды алып келіп, мына жаққа келгенде қарама-қайшылықтар пайда болады. Сосын жаңағы зиялы қауым, оқыған-тоқыған, көз ашық қыздар жігіттердің арасында былайынша айтқанда абырой түседі осы нәрседен. Одан кейін не бар ғой, жаңағы сіз айтатын едіңіз өткенде Фейсбукта бір қойып қаласың, жаңағы бір скриншоттарды салып қоясың, жаңағыдай мазақ қылып не деп. Енді мазақ қылған кезде бұл жерде не бар ғой, қалай деп айтсам болады, сарказммен нетесің ғой, ол жерде Фейсбуктың форматы сондай, сен кейде ұзақ жазғаныңды оқымау мүмкін. Әсіресе дін жайлы ұзақ жазсаң мүлдем қарамай өтіп кетуі мүмкін деген секілді. Сондықтан ол жерде жаңағы өйстіп парақтап отқан адамның тек көзіне бір түсіп үлгеруің керек, жаңа бір скриншотпен болса да. Одан кейін енді блогерлікпен жаңа немен бір жүйелі түрде айналыспағандықтан бұның себебін де түсіндіріп жатпайсың. Жаңа ана скриншотты неге салдың, не үшін салдың, жаңағы осындай бір мүмкіндіктер болмаса. Сіз айттыңыз ғой, өткенде нені кір машинаның номері. Машинаның номері, не дейді жаңа? Крутой номер алуға бола ма дейді мысалға. Шариғатта үкімі қандай дейді. Бұл дәстүрлі бір күшті сөз бар ғой. Пәленшенің шариғаттағы үкімі қандай, түгеншенің шариғаттағы орны қандай.
кір жуғыш машинамен киім жусаң тазара ма иә деген. кір жуғыш машинаға кірді салсаң сол таза болып есептеле ма, немесе тағы екінші сайт шығарды ғой тағы да, мына былай көшеде лас болған киіммен мына кешіріңіздер нәжіс деген киім екеуін қосып стиральныйға салсаң үкімі қандай болады жаңа шығарады да. Енді соның бір реті келгенде несін айта кетейін, себебін. Мысалға өткенде сана бағдарламасында да Молдияраға жадидизм деген тақырып қозған, ол жерде де сол мәселелер қозғалды. Сол жадидизмге дайындалып жүрген кезде Нұрбол Сейілбек деген теолог жігіт бар ғой, соның Мұса Бегиев деген жадидші татардың бір мақаласын аударыпты да, соның бүкіл өміріне анализ жасап шығармашылығына деген секілді. Енді жадидизмді көптеген тармақтарға алып кетуге болады ғой, мәдениетте, театрда, музыкада қалай ол дүмпу жасады деген секілді. Сол секілді мына Мұса Бегиевтер жадидизмнің бір дін жағынан қандай өзгерістер алып келетіні жайлы көп жазғанда, сонда Мұса Бегиевтің бір керемет сөзі бар. Мен енді өзің айтсаң, бұл бір жерге бір ғалымға немесе бір тұлғаға сілтеме жасамасаң да, кейде қазір адамдар жаңағыдай нетеді ғой, дұрыс қабылдамайды жаңағыдай. Өзі айтып жатыр, ғалым басаған, ол Мысырда оқыған ба, Арабияда оқыған ба деп жаңағыдай салмағын парқына жетпейді да. Енді былайша сол үшін айтамын, Мұса Бегиевтің өзі айтып жатыр деп. Оған дейін де көптеген ғалымдар айтқан шығар. Мұса Бегиев бүйтіп айтыпты бір кітабында, мына 19 ғасырда жадидшілер мен қадимшылардың арасында күрес болды жаңа консерванттар мен жаңашылдардың. Сол кезде Мұса Бегиев айтады кітабында, болды, осымен біз нені қоюымыз керек дейді. Ана кез келген нәрсенің үкімін діннен іздей беруді қоюымыз керек. Бұл Құранда, сүннетте пайғамбарымызда айтылып қойған нәрсе бар ма? Оны одан кейін шариғатта бұның үкімі қандай, пәленше ғалым болған қандай үкім берді деп, оны езе беруді қоюымыз керек дейді. Мысалға дейді, жаңағы қыз баланың мектепке баруына шариғат қалай қарайды деген секілді сұрақтарды мүлдем алып тастау керек дейді. Өйткені пайғамбар айтып кеткен, мысалға бүкіл адамзатқа білім парыз деген секілді, бітті, шешілді мәселе. Оны келіп пәленше ғалым болған не деген, түгенше ғалым болған не деген деп езудің қажеті. Бұл бізді дамытпайды, керісінше артқа сүйрейді. Жаңағы ана неде балшықта жүре алмай қалған ба аттар секілді болып қаласың бұл жерде. Өзіңнің балшығыңа өзің езіліп жаңағыдай не деп. Сол кезде тарс ойыма келіп, бұрыннан да бұл что-то не то сияқты еді. Бұл Мұса Бегиев жаңағыдай дәл диагнозын қойып айтып тастапты. Мысалға айтады жаңағы қандай сұрақтар шығара береді енді бұдан кейін. Бұның бір себебі осы деймін, кез келген нәрсенің бәрін діннен іздей беру. Жаңа мысалға баланың, кішкентай қыз балалардың, ұл балалардың ойыншықпен ойнауына шариғат қалай қарайды? Мысалы, діндегі үкімі қандай? Оған отырып алып, жаңағы бір сөз бар еді ғой, сақал сала құлаш, сәлдесі даңғарадай деп бір молда келіп алып, жаңағыдай оған үкім береді жаңағыдай. Қағаз қара жіберейін мен кітаптан. Айша анамыз кішкентай кезінде ойыншықпен ойнапты. Демек балаңа ойыншықтар бере бер. Бірақ енді көздері болмасын, анандай батыстың андай персонаж, комикстердің персонажы болмасын деп тағы да қосып кетеді. Ол енді ол дін айтып жатқан жоқ, оны ол өзі қосып жатыр жаңағыдай. Сөйтіп әр нәрседен бір не шығара береді. Оның бәрі, кез келген нәрсенің бәрін дінде бар деп нетпей береді. Мысалға дәл осындай ауруға ұшырасаң, кез келген нәрсені нетіп тастайсың, баяулатасың дамуын. Пайғамбарымыз мысалға, енді мен ойымша мынандай деп ойлаймын, енді Құдай тағала адамға ақыл берген. Көп нәрсенің негізгі фундаменталь нәрселерді пайғамбар арқылы Құдай өзі айтып кеткен Құранда. Ары қарай оны қалай істеу адамның өзінің ақылына жүктелген нәрсе. Мысалға пайғамбарымыз балаға мейірімді болуды айтады. Мейірімді болу. Дін балаға, кезге адамға мейірімді болуды. Ал енді бала тәрбиесінде дін қандай нәрселер ұсынады деп, жаңағы дінде бәрі айтылып тастаған, Құранда бүкіл жаңалықтардың бәрі бар деп айту кейде жаңағыдай не болмайды. Енді қалай деп айтсам болады. Продуктивный емес. Алдағы уақытта көп ұятқа қалып кетуі мүмкін. Мысалға бір жаңалықты Құранда бар деп шығып, кейіне ол жаңалық ондай емес екен болып шығып, қайтадан кешірім сұрап жатқан жаңа кім не бар ғой, қыранның өткенде Фейсбукта шықты ғой былтырлары. Қыранға біреу дрон байлап қойыпты деп, жаңа карта ма жаңа геолокацияны не көрсететін. Сөйтсе ана қыран біраз жерді аралап, сөйтсе Меккеге де барып қайтты, біздің Қазақстандағы бір қыран деп жаңағыдай. Сөйтсе ол қолмен сызған өтірік біреудің несі болып шықты жаңа. Одан кейін қайтадан нелер. Енді ананы айтып,
вот көрдіңдер ма біздің дініміз дамып жатыр, вот көрдіңдер ма біздің дініміз күшті деп болмай қалған нәрселермен діннің авторитетін көтеруде ол белгілі бір жағдайда шоу, жаңағы үлкен бір мешіт салып қойып, міне біздің айбынымыз, айбарымыз, міне біз дамып жатырық, міне бүгін жұма намазына 10 мың адам жиналды, 20 мың адам жиналды деу арқылы діннің бір абыройын арттырам деу, бұл да белгілі бір жағдайда шоу секілді. Діннің дамып жатқаны олмен есептелмеу керек. Олмен бір жерге бір адамдардың барған санымен есептелмеу керек. Мысалға, өткенде жаңалықтардан оқыдым, Данияда дейді, бүкіл түрмелердің бәрі жабылыпты дей ма? Сондай дейді. Ресми түрде түрмелер жоқ деген секілді бір жаңалықтар шықты. Міне діннің дамып жатқанын осындай нәрселер білдіру керек. Қылмыстың азаюы, адам капиталының жаңағыдай жақсаруы, сауаттылықтың артуы, оқу саласының, білім саласының артуы, дін осындай, діннің дамып жатқанда осындай нәрселермен көріну керек та негізі. Ал біз анандай немен жаңағы пәленше садақа беріпті, мешітке адам сыймай қалыпты, пәленше ананың Меккеден алып келген ана киімді үнемі жұмадан тастамай киіп жүреді екен жаңағы. Сондай нәрселермен есептейміз да. Сөйтіп бәрін діннен нету меніңше қате. Себебі дін негізгі нәрселерді айтады. Так, мейірімді болуың керек, әділ болуың керек, аманатқа қиянат жоқ, адам өлтіру жоқ, алдау жоқ, басқа. Ал оны сіз балаға мейірімді болуды дін айтады, ал бірақ балаға мейірімді болып тәрбиені қалай бересіз? Ол адамдардың өзінің ақылына жүктелген. Қаншама жылдар бойы ғалымдар дамытады бала тәрбиесі деген арнайы өз алдына сала. Оны алып келеді да бізгілер бір ауыз сөзбен так діннің оның бәрін қоя тұрыңдар. Бізде видео айтылған бала тәрбиесінде деп жаңағы 7 қағида, 8 қағида деп нетеді. Бұл жерде осындай нәрсе бар. Сондықтан мен енді реті келгенде түсіндіріп кетуге тырысып жатырмын, жаңағы скриншоттарымды жасалған. Бұның астарында сондай болмай қал. Енді отыра бересің қазір мысалға. Наушник дей ма? Наушникті мына жерге былай қоюдың шариғатта үкімі қандай? Былай отырып сұхбат құрудың. Оның бәрін жаңағыдай езе беру болып есептеледі. Сондықтан соны қою керек та. 20-шы ғасырдың басында айтып кеткен бұны. Әлі күнге дейін сонымен күресіп келе жатыр жаңағы. Енді екіншіден мынандай нәрседе енді шыны керек діндар қауымның былайша айтқанда қазір мына материалдық игіліктер қатты дамуымен, рационализмнің, ғылымның дамуымен мына дінді өмірге адаптация жасата алмай жатырық та. Дінмен өмірді байланыстыра алмай жатырық. Белгілі бір жағдайда мына батыста, орта ғасырда орын алғандай бүкіл адамдардың бәрі діннен былайша айтқанда қатты айтқан болып та есептелуі мүмкін, бірақ безіп жатыр былайша айтқанда. Осындай кезде діндар қауымның бір бедел түсіп атқан секілді да, бір жаңа айттым ғой, бір кітапханашы секілді немесе бір музейдегі экспонат таныстыратын адамдар секілді болып қалды. Бұрын ол өте актуальны болған нелер. Сондықтан өздерінің қаншалықты халыққа керек екенін, міне көрдіңдер ме, халық бізге мұқтаж, көрдіңдер ме осы сұрақты жарияламасыңа қоймай жатыр, көрдіңдер ме осы сұрақты қанша адам сұрап жатыр деп өздерінің жаңағы ұстанып жүрген нәрселерін неге қоғамға шығарып, өздерінің актуалды екендіктерін бір дәлелдеу жатыр ма деп те ойлаймын да бұның астарында. Бұның бәрін бізден сұрап жатыр. Міне психологияның да өзі атасы бізде екен. Жаңа философияның да атасы бізде екен. Көрдіңдер ме, бар жаңағы мынаның не керегі бар деген сияқты да кейде мәселе соған келіп тіреледі ғой. Бізде мысалға қазір бағана айтып отырмыз ғой. Қоғамда андай бір поляризация дей ма, былай мүлде қарама-қарсы түсініктер бар да. Неліктен енді бұлай болғаны жаңағы бағанадан бері айтып отырмыз ғой себептерін. Оның белгілі бір деңгейде заңдылығы да бар сияқты да. Неге деген кезде мысалға мына жақта бір топтар жаңағы басқа да адамдар біз мынау ғылымға көңіл бөлейік, тағы дамуға көңіл бөлейік, тағысын тағы деген сияқты азаматтық позициямызды білдірейік, белсенді болайық деген сияқты мәселелерді көтеріп жататын болса мысалға мына жақтан бір жақтағы кісілер, тараптар мысалға айтуы мүмкін. Қайтесің оны? Оның бәрі зерттеліп тастаған, бар оның бәрі. Мынаны ашта міне ғылыми жаңалық бол, мән жерде бар деген сияқты. Ананы мынау өркениет жасауда, мәдениет жасауда, мынау қоғамның ілгерілеуінде жасалатын бір құндылықтарды, ерекшеліктерді бір
құнсыздандырып жататын жағы да болады да. Мысалға ғылым бар бұл десе, мысалға психология бар десе, қайтесің ол психология, бір еріншектік психологиясы да жатқан сияқты деген сияқты мәселелер де бар да. Бір жағынан брат, логика деген харам ғой деген сияқты ма? болмаса логиканы гректерден алып қайтадан жарыққа шығарған да мұсылмандар екен кезінде. Иса Қожи деген бір кітап оқығам, сонда айтылады. Айта беріңіз. Көзқарастар жағына келетін болсақ, мысалға бәрібір мына түркілік ғалымдардың еңбектері ұнайды маған. Көбінесе жүгінуге тырысам да, қанша жерден айыптауға тырысады, басқаға тырысады деген сияқты. Оттенок деген нәрсе бәрібір болады. Сенің тарихи және мәдени неңіз, жаңағыдай сіздің өткеніңіз оның өзінің әсерін бермей қоймайды екен да, мен түсінген. Жеке мен байқағаным мынандай болды. Өздері, то есть ұлт ретінде тарихында пұтқа табынған халықтар, кейіннен исламды қабылдаған халықтар, бір белгілі бір 100-200 жыл өткеннен кейін бәрібір Құдайды пұтқа айналдырып алған. Мен байқаймын, мысалға, мүмкін енді өздері үшін норма сияқты болып түйілетін шығар. Біз көшпенді халықтар өзіміздің тарихымызда андай бір пұт форматындағы жаңағыдай Құдайға табынған жоқпыз ғой. Бізде о баста жоқ та, ол қандай болуы мүмкін екені, пұтқа табыну ол сезімі яки күйі, халі қандай болатынын білмейміз да. Бізде ондай форматта құлшылық болған. Иә, ондай болған жоқ та, мүлдем болған жоқ. Байқайсыз, мысалға, тіпті мына индонезиялықтар, арабтар, пәкістандықтар, мына индиялық мұсылмандар, енді бұлар ұлт ретінде өздерінің тарихында пұтқа табынған халықтар да. Қазір мысалға мен бір индонезиялықтан яки бір арабтан Алла тағала туралы, жалпы оның болмысы туралы естіп отқан кезде менің көз алдыма кәдімгі пұт елестейді да, шыны керек. Оған дәлел, мысалға, жаңағыдай енді арабтың ғалымдары да қазіргі айтып отқан жаңағы, яғни аршы бар, аршының үстінде күрсі бар, күрсінің үстінде мысалға Құдай отырды, соған аршыға истауа болды деп кәдімгі айтып отқаны, пұттан ешқандай разницасы жоқ та оның. И то ер адам дейсіз. Иә, оның үстінде ер адам. Жынысы ер, сондай қылып елестетеді ғой. Соған келтіреді жаңағыдай. Оның қасында мысалға біздің халықтардың, оның үстіне мына түркі халықтарының, түркі ғалымдарының еңбектерін нереально бағалаймын да, мысалға. Матуриди деген ғалымды мен мына ислам несіне, жаңағыдай ақида ғой, соған мына түркілік сенімнің жаңағыдай негізін настолько әдемі алып қойып қоя салғанына, және сонымен күшті андай интеграция жасай алғанына ризамын да, жаңағы. Яғни ана жақтағы негізді де бүлдірген жоқ. При этом мына жақта біздің, то есть мына түркі көшпенді халықтарының, исламды қабылдаған көшпенді халықтарының базовый сенімдеріне де не қылған жоқ, тиген жоқ. Бірақ екеуінің астасқан әдемі сәтін тапқан сияқты да, күшті синтез. Иә, күшті синтезін тапқан сияқты. Сол сияқты мына көптеген нелер бар да. Енді жаңағы әңгімеге орайластыратын болсақ, жалпы мына ғылымды, мына дүниедегі болып жатқан мысалға логостық мәндерді оны бір немен түсіндіруге болмайтын сияқты, жаңағы дінмен түсіндіруге тырысуға, онымен дәлелдеуге тырысу ол ең ақымақ адамның жұмысы деп білемін да. Ол өзінің жолымен, өзінің халімен кету керек сияқты да ол нәрсе. И жаңағыдай енді айналып келген кезде мысалы мұсылмандар мен кімдердің біздегі мұсылмандардың несіне тіреліп отыр дедік қой, жаңағы діни қауымның жаңағы несі шашыраңқы яки болмаса жаңағы өздерінің мәнін арттыру үшін жаңағыдай әртүрлі өтірік дәлелдермен әртүрлі нелерге жолдарға бару несі да, состояниелер, күйлері. Өткенде мынандай тақырып болды да бізде. Менен тоже бір теолог досым бар, жаңағыдай Асылтай деген жігіт, танитын шығарсыздар. Сол екеуміз отырмыз. Мен сұрадым да, Асеке дедім да, қалай ойлайсың деймін. Мұхаммед пайғамбардың енді осы уақытқа дейін келді ғой деймін. Қазірде мысалға саналық 1,5 миллиард адамның санасында өмір сүріп жатыр ол. Қалай ойлайсың, одан әрі қарайғы оның эволюциясы қандай болады деймін да. Сонымен Асылтай тұрды да былай деді. И
оның ойы маған ұнады. Біз мына Мұхаммед былайша айтқан кезде бүкіл мұсылман қоғамы ол бір Мұхаммедке айналу керек деді. Оның бүкіл әрекеттерін, бүкіл оның істеген жаңағыдай игі амалдарын барлығын, көркем мінезін біз өзімізге сіңіру арқылы біз бәріміз Мұхаммедке айналуымыз керек дейді. Яғни енді мен өзім ары қарай топшылағаным, яғни Мұхаммед қазіргі мына образдық күйден кішкене шашырауы керек та, жаңағы бөліну керек деген сияқты. Но бірақ дедім да, сіздің айтып отқаныңыз өте дұрыс деймін да, солай болу керек в идеале, бірақ өкінішке орай Мұхаммед қазір ондай эволюцияда кетіп бара жатқан жоқ. Өкінішке орай Мұхаммед пайғамбар қазір Иса пайғамбардың жолын қайталап жатыр. Естеріңізде болса, осыдан қаншама жылдар, енді естеріңізде болса емес, жалпы енді ғылым үдерісіндегі немен қарайтын болсаңыз, басында не еді? Басында міне Құран деген бірінші тұратын еді. Одан кейін барып жаңағыдай сүннет амалдар, басқалар деген сияқты тұратын еді. Дәлел сұраған кезде бірінші дәлел Құраннан сұралды деді. Бірақ жайлап одан кейін Құранның қасына хадис деген шыға бастады. То есть хадис мынаның қасында тұра бастады. Қазір мысалға біз ол периодтан жайлап өттік. Ол периодтан өттік дағы. Қазір мысалға енді бізде әлі ол проблема жоқ шығар, но араб ғалымдарында, сол жаңа таяу шығыстағы ислам ғалымдарының проблемасы уже уағыздарында болсын, кез келген лекцияларында болсын, Құран айтылмайды да, хадис мынандай бірінші. Бізде де сондай ғой қазір. Бірінші орынға шығып кетті да, мына жаққа шығып кетті. Құран ананың астына ағып кетті. И одан кейін мынандай нәрселер келе бастады. Баяғыда пайғамбарда адам, ол пайғамбарда қателесті деген нәрсе бар еді да. Ол да қателесті. Оның да жаңағыдай қызына айтқан жаңағыдай мен де ертең жауап беремін деген сияқты хадистері мысалға сөздері айтылатын еді. Қазір уже ол нәрсе жайлап азайған, мен байқағаным. Енді жаңағыдай ол шеңберде болмасақ та, бірақ үнемі жаңағыдай контенттен кішкене хабардармыз деген сияқты ғой. Ол нәрсе азайған. И оның орнына мына нәрселер қатты алға шыға бастаған сияқты да, жаңағы. То есть ол ойынан ештеңе шығарған жоқ дейді. Жарайды, оған дейін келісесің, ойынан ештеңе шығарған жоқ дегенге. Андай моментке дейін кетіп қалады да. Құдай айтқысы келген нәрсені, то есть пайғамбардың аузымен прям айтты. Ол қателескен жоқ, ол мүлдем қателеспейді, ол осындай. Онда пайғамбарлықтың мүлдем үлесі болмай қалады. Онда кез келген адам пайғамбар бола алады онда. Ортадағы бір робот болатын болса да. И бұның келесі эволюциясы менің көріп тұрғаным, енді мынаған келіп қала ма деп қорқасың да, жаңағыдай. То есть егер Құдай пайғамбар ештеңе өзі ойынан шығармаған болса, Құдай кез келген айтқысы келгенін пайғамбардың аузымен жеткізген болса, значит пайғамбардың аузы Құдайдың аузы, значит пайғамбардың денесі Құдайдың денесі. Демек, Мұхаммед пайғамбар Құдай деген нәрсеге келіп қалуымыз мүмкін осы 100 жылдықта деген нәрсе да менде. Келгендерде болуы мүмкін, бірақ оған айтсам шошып кетеді. Неге өйтіп айтып отырсың, олай емес деп. Бірақ реалде сондай болуы мүмкін жаңағыдай. Сондықтан жаңа мынандай негізі мұсылман үмметінде жаңағы майда проблемалардан бөлек бар ғой, кәдімгі существенный проблемалар бар да, кәдімгі бұның основасын өзгертіп отқан үлкен проблемный мәселелер бар жаңағы. Енді айтып өттік қой, мысалға уже мына нәрсе болмау керек та. Тіл мәселесінде мен ойлаймын, мысалға о дүниеде арабша сөйлейміз бәріміз деген сөйлемнің өзі ол бірінші адамды діннен атталып ететін фактор. Былайша айтқан кезде бір дін өзін глобалдымын деп айтады, бірақ бір ұлтты жоғары қояды деген мәселе. Араб тілін мынандай 3 мәселе бойынша сыйлауларың керек деген ба бір нені айтады ғой уағыздар. Енді мысалға сол туралы айтайыншы қазір. Ол нәрселер мысалға біз сияқты дәстүрлі кәдімгідей ұлттық құндылықтары былайша айтқан кезде о баста
жаңағыдай даладағы толысқан бір халықты, енді мен де кейде мысалға неғып кетуім мүмкін да, жаңағыдай қатты улап кетуім мүмкін да, бірақ әйтеуір өзімізге толып жатыр ғой енді. Сондай халықтар үшін өте мындай қауіпті сөйлемдер да бұл. Сендер тілдерің ештеңе емес, түкке тұрмайды. Ол енді бір 50 жыл сөйлейтін шығарсың бұл тілмен. Одан кейін барып сен араб тілінде сөйлейтін боласың. Араб болмағаныңа өкінетіндей жағдайға кетіп қалады да. Неге мен сол жерде туылмадым, неге бір араб болмадым деп. Адамдарға бұл рухани тұлғалардың көмектесетін себебі, көмектесетін бір тұсы, бұл пайғамбарлар белгілі бір ғасырда өмір сүрген бір тұлға болудан қалады да, бір образды түрде барлық халыққа бізде бір досым айтып еді, мен Мұхаммед пайғамбар деген кезде ауылдан тақия киіп алған мұртты бір кісіні елестетем дейді. Менің ойымдағы түсінігімдегі Мұхаммед сол дейді. Ал Мысырда Арабияда оқып келгендер ол ақ киім мен сөйтіп елестетеді жаңағы. Айтайын дегенім, бір белгілі бір тарихи тұлға болудан шығады да, әр халықтың өзінің несі, жаңағы менің абайым, менің Мұқағалиым деген секілді. Ол маған басқаша сөйлеседі, сізбен басқаша сөйлесуі мүмкін деген секілді жаңағыдай образға айналып кетеді да. Бұл адамдар енді жаңа айттық қой, құндылық өндіріп отыру керек үнемі, жаңа ананы алып, шикізаттарды алып, өмірге айналдырып, құндылыққа айналдырып, сонымен азықтану керек қой. Сонымен сондай образды неден. Бұл бір бар. Одан кейін жақында менен бір досым сұрайды, мен бір уағыз тыңдадым дейді. Қандай уағыз деймін? Мынандай дейді, уағызда былай деп айтты дейді, бір кісі айтып жатыр дейді. Ибраһим пайғамбарды жаңа кім, Намрут педі? Намрут деген патша отқа өртемек бола ма? Сонда бір общем былай болады. Арал жақта бір сексеуіл деген ағаш өседі екен дей ма, соны алып кел деп айтады дей ма. Сөйтіп ол Ибраһим Намруттың әскерлері қателеспесем, арал жақтан бір томар сексеуілдерді алып келіп Ибраһим жағайын дейсің, сексеуілдер жанбай қалған дейді жаңағыдай. Сөйтіп кейін бәрі енді Намрут кетеді, диктатор жаңағы. Ибраһимнің жаңағы жақсылық жолы, әділдік жолы үстем құрып, бір бейбіт заман туады ғой. Сол кезде Ибраһим айтты дейді, мен енді опалы пайғамбарларға опалы болу жарасады, мен бір арал жақтағы кісілерді барып нетіп келейін, рахмет айтып келейін деп, біздің негізі арал жаққа да кетіп кеткен дейді жаңағыдай Ибраһим пайғамбар. Бұл енді буквалистерге салса, бұл болмайды, не деп шығады? Енді қатты кете беруге болмайды шығар енді, былай қарай қатты шаба беруге. Ал бірақ белгілі бір жағдайда мені сұрайтын, дұрыс па болса айтшы дейді. Мен айтам, белгілі бір жағдайда дұрыс. Өйткені не тарихи тұлға ретінде нетсең, оны нетесің жаңағы. Оның ұлты қандай болған, оның киімі қандай болған, оның қандай тамақтар жақсы көрген деген нәрселерге кіресің жаңағы. Қандай түсті ұнатқан, түсте не істеген, кешке не істегенге кіріп кетесің. Ал оны образды тілде, образға айналдырып алып оны тұтынатын болсаң, ол Мұхаммед пайғамбар қазақта бола алады мысалы. Ибраһим пайғамбар қазақта бола алады, басқа ұлтта бола алады. Ертең мысалға кейде ойлайтынмын, арабтардың жолы болған, ертең немістерді қайтер екен исламға келгенде деп ше. Немістер қайтеді екен, олардың әулиелері жоқ жаңағы, олардың жаңағы Мевлана, Яссауилер жоқ, олар біраз шетте жүретін бір ұлт болады шығар ертең ақыретке барған кезде жаңағы деп ойлайтынмын. Сөйтсем, мәселе осыда екен ғой. Мұхаммед пайғамбар немістерге немісте бола алады былайша айтқанда. Олардың жаңағы салт дәстүрімен, құндылықтарымен біте қайнасып, негізгі жаңағы адами құндылықтарды ұсына алады, принциптерді. Одан кейін кешіріңіз, аяқтай салайын. Одан кейін жаңа сіз айттыңыз ғой, Зәке, пайғамбарларды біз қатты әспеттей беріп, бір культке айналдырып жібергенбіз деп. Әрине пайғамбарлар өмірде әспеттелу керек, мадақталу керек, бірінші орында тұратын тұлғалар, бірақ біз адамдар көбінесе осы әспеттей беріп Құдайдың қасына апарып тастайды, былайша айтқанда сіз айтпақшы. Ал бір Құранда ол басқаша түсіндіреді. Мен ұстаздарымыз айтатын жаңағыдай не деп, кейде енді бізге біз не пайғамбарды Құдайдың қасына апарып тастаған бір ұрпақпыз ғой былайша айтқанда. Олар деген не істеу керек? Бір ортада бір тепе-теңдік сақтау үшін кейде бізде жаңа Түркияда бір ғалым кісілер айтатын, бері қарай кейде апарып алып келетін. Қандай дейді? Былай дейді, сен бүкіл мәулет жырлары нелерді қоя тұр дейді. Мен саған мынаны айтайын дейді. Құдай тағала 7-ші ғасырда Меккеге қараған, так мынаның ішінде кім пайғамбарға лайықты? Біреуіне пайғамбарлық берейін деген кезде өзінің іс-әрекетімен, несімен жаңағы
ынтасымен, мінезімен Мұхаммед пайғамбар бірінші орында тұрған дейді. Вот міне осы лайықты деп берген дейді. Егер пайғамбарды осылай түсіндіретін болсақ дейді, адамдардың өміріне анағұрлым жақындайды дейді. Ал оны айтсаң, о пайғамбардың нұры жаратылған, адамзат жаратылмастан бұрын пайғамбар жаратылған, оның бәрін белгілі бір жағдайда құндылық ретінде айтуға болады, пайғамбардың атын мадақтау үшін. Ал бірақ өйтсеңіз, пайғамбар адам болудан қалады да бір періштелердің қасына кетіп қалады. Одан ешқандай үлгі ала алмайды. Ол Құдай жасатып отыр, күнәдан Құдай қорғап тастаған, өзі қорғап қойған күнәдан, өзі жаңағындай сөйлеткен сияқты. Сондай нәрсе да, адам бұдан үлгі ала алмайтын бір халге жетеді жаңағыдай. Құранда айтады, сен пайғамбар бүйтеді екен, біреуге барып не айтады, әңгіме айтады, ислам дінін қабылдамаса өз-өзін жейді екен дейді. Құранда айтады, сен өз-өзін жеп қоясың жаңағыдай, жеп бара жатасың, қатты жаңағыдай нетпе, өз-өзіңді жеме. Иманды адамдарға беретін біз деп жамалы бері қарай нетіп отқан. Содан кейін пайғамбарымыз жаңа аят түседі ғой енді Құдайдан. Аят түскен кезде бір бұрышқа барып аятты біраз қайталап алатын дейді. Неге? Жауапкершілік мойнымда, адамдарға тағы бір әрпін кем айтып жіберсем не болады деп өз-өзінен қайталап алатын дейді. Онда Алла Тағала ескерткен дейді. Сен тұра тұр, бұл Құранды өзің қорғаймын, сен қатты өз-өзіңді жей берме деген секілді. Осындай нәрселермен түсіндірсек дейді, жаңағы адамдарға анағұрлым өміріне не дейді, кейде жылаған, кейде күлген, кейде бір нәрсені жоспарлап ол жүзеге дұрыс аса алмай қалған, кейде бір болжамы дұрыс бола алмай қалған бір адам ретінде түсіндірсек, анағұрлым адамдардың біздің қасымызға жақындайды дейді. Скотт Ли деген ба кім бар еді ғой жаңағы, күл Спайдермен персонаждардың бәрін шығарған. Скотт Ли ме еді? Стэнли, Скотт Ли деген. Ол да бір актер. Нені ойнаған актер? Көшпенділердің ойнаған. Сондай ма? Көшпенділер қатты нетпейтін едім, дәріптемейтін едім, рекламасын жасап жүрдік көшпенділердің. Стэнли дедіңіз ба? Иә. Сол мысалға неге олардың жасаған жаңа нелері, спайдермендері қатты нетіп кетті дейді. Оған дейін кейіпкерлердің бәрі, жаңа персонаждардың бәрі не болған дейді. Қолынан от шашып жібереді, ана жерге секірсе 30 метр 40 метр секіріп жібереді жаңағы. Бізді пайғамбарды да көбінесе сол жағын қатты түсіндіре береді ғой. Бір тамаққа қолын тигізсе көптеген адамға жетіп кетіпті, жаңағы не дейді, жаңа айды екіге жарыпты деген секілді нәрселермен түсіндірсе, ол адамдардан анағұрлым алысайды. Ал Стэнлидің жаңағы өрмекші адамдары неге адамдарға жақын деген кезде, көбінесе Стэнли жаңағы сценарийді олай жазады екен. Ол басында бір жаңағы көзілдірік тағатын, ешқандай қыздар қарамайтын бір қарапайым бір бала болыпты. Сол кезде барып адамдар бұны өзінің қасынан өз секілді адамды көріп тұрғасын, болашақ өрмекші адамның өз секілді адамды көріп тұрғасын, ананы қабылдай алады дейді да. Ал сосын барып ол өрмекші болу жаңағы эволюциясы басталады. Процесі бір несі болған, бір енді қабілеттері пайда болған деген секілді. Ал оған дейінгі персонаждардың қатты танымал болмаған себебі не дейді? Жаңағы сверхъестественный дейді ғой орысша айтқанда. Бір алапат күш, жойқын күш деген секілді. Сондықтан Сәкеңнің сөзіне қосылатын тұсым осы да, жаңағы адам болған пайғамбарды көбірек жаңа нету керек. Бір жағынан ол образ ретінде қалай деп айтсақ болады, ғасырдан ғасырға бізбен бірге өмір сүре беретін бір не жаңағыдай жиынтық тұлға, былайша айтқанда көптеген қасиеттерді бойына жинаған. Просто біздің мысалға табиғатымызда эпостық мәдениет бар ғой, үлгісі. Сана, эпостық сана мысалға. Қарайсыз, мысалға Алпамыс батыр деген мысалға біздің тұлғамызды алып қарайтын болсақ, бұның прототипі ол бір Қорқыт Атаның кезінде неғып кеткен. Бәлкім ол Қорқыт Атаның өзіне ол прототип болып келген болуы мүмкін. Ол одан ерте келген бір не болуы мүмкін да, жаңағы тұлға болуы мүмкін әбден. Қазақ даласына дін, ислам мәдениеті келем дегенше осында. Иә, оған дейінгі ескі бір тұлға болуы мүмкін. Бірақ ол не істеді? Ол алдыда әркімнің жергілікті несіне орай халықтың санасына орай түрлі элементтер қосылып әртүрлі неге бөлінді. Мысалға әртүрлі неге бөлінді болғанда, мысалға түбі бір екен білеміз ғой бәріміз. Бамсы батыр мысалға, ол қырғызда қазір Алпманас, бізде Алпамыс, ол жақта
бамсы, одан кейін мына жақта алпамыш деген сияқты. Ішінде енді тұлғасы біреу, но ол тұлға айтып жатқан проблемалар дәл сол халықтың ішіндегі проблемаларды қозғайды да. Айналып келген кезде біздің алпамыс пен мысалға өзбектің алпамысының айтатын әңгімесінің арасында кәдімгідей не бар, айырмашылық бар. Мысалға алпамыс өте ерте 3000 жыл болған тұлға деп қарастырамыз. Бірақ алпамыстың біздегі версияларын қарайтын болсаңыз, Жидели Байсын жерінде, Қоңырат деген елінде деп бастады. Жидели Байсын, Қоңырат елі деген еще қазақтың алпамысы мысалға қалмақтармен соғысып жүрді. Ол деген қайдағы 3000 жыл. Мынау тұрған бір 500-600 жыл бұрынғы ғана болған нәрсе. Яғни бізде мына эпостар заманына орай, халықтың санасымен орайласып, бірақ негізгі идеяны сақтаған қалыпта, бірақ жаңағыдай әртүрлі неге орайласып отырған, жақындап отырған халыққа. И вроде ойлап қарайсың, мысалға, қалмақпен күресіп жатса, демек ол алыс емес екен ғой, мына кезде отырған нәрсе екен деп жаңағыдай батырлық дастандардың актуал болғанда сол деп ойлаймын да. Біздікілер жаңағыдай оған көп ерген, соны естіп өскен балалар жаңағыдай тоже батырлыққа бір табан жақын болып өздерін жаңағыдай қайраған сияқты да. Сондықтан жаңағы тоже соғы пайғамбар ол арабтікі болмау керек, ол барлық халықтікі болу керек, при этом барлық халықтың өзінікі болу керек та. Ол өзінің әрбір халықтың өзіне сай нұсқасы болу керек дейсіз ғой. Сол халықтың проблемаларын қозғайтын. Нұсқасы демей-ақ қояйық, енді нұсқасы дейтін енді пайғамбар мысалға өте қатты эпостық тұлға емес қой. Ол өмірде болған, бірақ мына бағыты да, то есть мына халықта ол мына проблемаларды көтеру керек, мына халықта мына проблеманы көтеру керек деген сияқты. Пайғамбар ол Индонезияға барған кезде, то есть Индонезияға барған кезде ол явно мысалға қыздарды сүннетке отырғызу деген тақырыпты көтереді да ол. То есть жігіттер, еркектер ғана сүннетке отырады, но қыз деген тема жоқ ол. Менің сүннетімде бұл нәрсе қарастырылмаған, бізде мүлдем ондай уақыт болмаған деген сияқты қылып айтады да. Но ол пайғамбар қазақ қоғамына келіп қыздарыңды сүннетке отырғызбаңдар деп айтамайды да. Өйткені ол проблема жоқ та бізде былайша айтқан кезде. Ол пайғамбар қазақ қоғамына келген кезде ол жаңағыдай ата-бабалардың несімен жаңағыдай культін түсіндіру мүмкін, соны жаңағыдай қандай күйде оған медет сұраған кезде ол жаңағыдай ширк формасынан то есть асып кетпей, при этом жаңағыдай өзіміздің немізде қалпымызда ішкі халық ретінде бөтен ескіден келіп жатқан дәстүр ретіндегі өзінің мәнінде қалдырудың бір нелердің формаларын айтуы мүмкін деген сияқты ғой. Иә. Осы жерге бір қоса салайыншы. Бізде мынау бағана айтып кеттіңіз ғой, Матруди деп. Біздің енді біздің қоғамдағы бәлкім сондай бір-бірімен мүлде кереғар пікірлердің қалыптасуында бәлкім осы біздің тарихи жаңағы тамырларымыздан ажырап қалғанымызда өте үлкен рөл ойнайды шығар деп ойлаймын да. Неге деген кезде мысалға біз қазіргі кезде мынандай терминдерді көп қолданамыз ба, жаңағы ахли сунна, сүннет әлем мен одан басқа жаңағы адасқандар деген сияқты. Бәлкім бұл мәселені шешу үшін бізге мына екі терминді негізге алу керек па деп ойлаймын да. Жаңағы әхлі рой және әхлі хадис деп негізі кезінде мысалға сондай да бір классификация бар ғой. Рационалдылар, жаңағы ақылды көбірек жүгінетіндер, сосын мәтінге көбірек жүгінетіндер. Бізде мысалға біздің осы Орта Азиядан шыққан Матрудиді, Имам Ағзамды алып қарайтын болсақ, олар рационалды мектептің өкілдері да. Ал қалған біздің мынау ислам әлемінде 4 мазхабқа бөліп қарайтын болсақ, қалған 3 мазхаб та мынау мәтінді басты орынға қоятын жаңағы тараптан болып есептеледі. Ал біздің қазіргі кездегі проблемамыз неде? Мынау діни танымымыздың жаңағы біздің ұлттық құндылықтарымызға сай үйлеспей жатқаны ма екен деп ойлаймын да бір жағынан. Мынау басқа жаңағы мәтіншіл елдер бар ғой. Араб елдері болсын, басқа да елдері болсын, мәтіншіл елдерден, мынау мәтіншілдік басым елдерден діни білім алып келіп, біздің рационалдылықты басты орынға қойған. Мынау мәтін дұрыс па, бұрыс па одан гөрі оның мазмұнына басымдық берген. Мынау эпостарға, қиссаларға, аңыз әңгімелерге басымдық берген.
біздің халықтың бәлкім сол дүниетанымына кішкене сол жағынан келмей қала ма? Сол біздің мынау тарихи танымымыздан ажырап қалғандықтан бәлкім сол үшін осы жерде бір кереғарлық пайда бола ма деп ойлаймын да. Неге деген кезде мынау формалшылдық, мынау формашылдық, оның ішкі мәніне, мазмұнына үңілу жағынан гөрі бағанағы айтқандай мынанша рет қайталау керек, мынанша рет оқу керек деген мәселе осыдан туа ма деп ойлаймын да, жаңағы айтқандай. Мен енді айналып келген кезде мына нәрсеге тоқталғым келеді. Мен бір таныс жігіт болды да менде. Қол аяғы қозғалмай қалған мүгедек жігіт, орнынан қозғала алмайды, тұра алмайды. Солай туылған бала. Оған дейін негізі шыны керек, мен былай ойлайтынмын. Діннің не қажеті бар деп та жаңағы. Енді қазірде мысалға кейде ойлап қаласың ғой, кейде не қажеті бар. Бірақ сол кезде мен бірінші рет өмірімде кәдімгі діннің дұрыс күшін көрдім деп ойлаймын да. Мен ол жігітпен танысқан кезде ол 2 рет па 3 рет па ваннада жатып өзін не қылып тастаған. Өлейін деп. Өлейін деп. Кәдімгі суда жатып үйіндегілерге жаңағыдай шомылып жатырмын деп жаңағыдай басын шығарады да. Бірақ на самом деле алды басын суға тастап жібере салды, болды. Денесі так қозғалмайды. Кәдімгі 3-4 жағдайда үйіндегілері құтқарып алған да. Сол жігітпен мен танысқан кезде намаз оқып жүрген екен, намаз оқып бастаған екен. Дінге келген былайша айтқан кезде. Сонымен ойладым да мен, брат дедім да, сенде қалай дедім да, вообще ішкі сезімің, күйің қандай дедім да. Айтады да, Садық дейді, мен мына нәрсені қабылдадым деді да. Вообще мына дүние целом ол әділетті. Жаратылыс, вообще жаратушы ол әділетті. Мен түсіндім деді да, мен мына дүниеде осындай кемшілікпен туылғаным мен үшін қайырлы на самом деле. О дүниеде маған арналған өте үлкен сыйлықтар бар. Маған тек мына өмірді жақсы, достойны, кәдімгідей жалпы адам ретінде, мұсылман ретінде бүкіл моральдың шеңберінде адал атқарып өткеріп шықсам болды дейді да. Мен кәдімгі ана жерде денем мұздап кетті да. Ойлаңызшы, үмітсіз өмірінде 4-5 рет жаңағыдай өзін ваннадан басын көтермей жатып алған адамға қандай күш берген да. Yani сол кезде ол кәдімгі рахмет, Аллах тағалаға рахмет, мен осындай маған мынаны нәрсені түсінуге мүмкіндік берген кезде, брат, сен бұны түсінбейсің дейді да, жаңағы сен қазіргі менің күйімді түсіне алмайсың дейді. И жақсы дедім да, жақсы. Мына нәрсе мына адамды үміт беріп жатыр, бір етіп өмір сүргізіп жатыр. Түсінген адамға мощный инструмент та. Бұл бұндай үмітті өкінішке орай еш нәрсе бере алмайды да басқа. Сіз қанша жерден оған бір дастан оқып берсеңіз де, яки болмаса қанша психологқа жіберетін болсаңыз да, оның ешқайсысы ондай бір керемет нәрсе уәде беріп, оны неден депрессиядан алып шыға алмайды. Діннің маған мысалға осы түріктердің анықтамалары ұнайды ма, анықтама беруі. Олар и шығыстық, и батыстық адамдар ғой все-таки. Мен батыстың ол екеуінің феноменін былай не қылам да, ажыратам да. Сен бірдеңені түсінгің келсе, батысқа бару керек та. Өйткені батыстың ілімі кез келген жаңағыдай үдеріске, кез келген құбылысқа атау беріп тастаған, және ол атаудағы ол құбылыстың қалай болатынын түсіндіріп тастаған. Яғни сіз бір күй болатын болса, оны түсінгіңіз келсе, батыс сізге жауап береді. Ол былай болады деп. Бірақ батыс сол нәрсені түсіндіру арқылы оның сакральностін кішкене азайтып тастады. И өздері жалаң ақыл. Өздері түсіндірген нәрселерін өкінішке орай өздері сезіне алмай қалды. Сондықтан қазір мен Үндістан Республикасында жұмыс істедім да. Ана жақта европалықтар өте көп жүреді да. Әйтпесе мысалға
йога дейді, медитацияны мысалға Европада отырып та істеуге болады, бірақ ол қоғамның ішінде оның сохранності жоқ та жаңағы. Атмосферасы жоқ, сондықтан оны сезіне алмайды ол. Оны сен Үндістанға барып жасауың керек та жаңағы кей нәрселер. Тоже жаңағыдай жаңағы қажылықтың да сондай бір несі бар деп ойлаймын да. Мына жақта отырып енді сырттан қарап деп отыруың мүмкін да. Енді кезінде айттық қой тоже қажылық деген өте жақсы экономикалық проект деген сияқты. Бірақ барып қайтқан адамдар действительно ол жақтың аурасын айтады. Мен мысалы анам барғысы келеді, әлемде жас ерекшелігі келмей тұрғаннан кейін біз не қыламай тұрмыз, барамай жатырмыз да қазір. Сонымен жаңағы түріктердің маған анықтамасын айтты. Дін деген не деген кезде, дін адамды екі дүниеде де бақытқа жеткізетін құрал дейді, жол дейді. Өте тура, четко, әдемі анықтамада. Егер мысалға сен қазіргі ұстанып жүрген нәрсең сені бақытқа жеткізе алмай жатқан болса, сен демек ол жерде жүруге болмайды да саған. Сен кішкене ізденуің керек та, ары бері қарауың керек деген сияқты. Эксперименттеуің керек. В целом жүріп өту керек қой барлығын. Қазір мысалға дін егер нағыз өз деңгейінде мысалға ғылым деп қарастыратын болсақ, ол ғылым адамға бір жастыққа жатып жастығың астында жаңағы Құран кітап қойсаң ол жұға салатын нәрсе емес та. Өту керек та ол жолдан. Қателесуге құмбыл жаратылыс қой негізі адам. Неделерден қашпау керек та, жаңағы эксперименттерден, пікірлерден деген секілді. Бір жағынан қызық, жаңағы айтып отқаныңыз, дін сол жағынан маңызды да негізі. Дін адамға міне біттім, құрдым деген кезде көмекке келетіні жағынан маңызды. Адамды ұстап тұрады үнемі. Неден? Мысалға жаңа өткенде сопылыққа нетіп жатырмын мен де оқығанымда. Тағдыр деген мәселе, жаңа сіз бір кейіпкерді айттыңыз ғой. Бүкіл несінен дін құтқарып қалған деп. И Құдайға мойынсұнған, өзінің тағдырын қабылдай алған, өзінің сондай жағдайын қабылдай алған, мойынсұнған сол нәрсеге деген кезде. Бізде көбінесе жаңа мәселенің екінші қыры да бар дедіңіз, Ол кезде де бізде сондай проблема бар, жаңағы діндегі қасиетті ұғымдарды адамдарға осындай рухани тығырыққа тірелгенде көмектесетін ұғымдарды өздерінің айып қателерін жабу үшін қолданып кететін кездер болады. Мысалға мұсылман мемлекеттерінде де таяу шығыс, қиыр шығыстарда көп жер сілкіністер болады ғой. Айналып келген кезде жаңағыдай бір салқын қандылықпен бұның себебін анықтауға тырыспайды да. Неге біз бұндай жерге үй салып жатырық деген секілді. Кім салды бұны, қалай салды, сапасы қалай деген секілді. Бізде Құдайдың тағдыры деп жыл жауып қоя береді. Құдайдың тағдыры дегеннен кейін ол не істейді, проблема қайталана береді. Ал біз сопылықта тағдыр деген жалпы не деген сұрақ қояды жаңа. Тағдыр иманның бір 6 шарты болатын болса, тағдырға иман оның 6-шы шарты деп. Неге иманның шарты қылып қойған? Құдайға қалай сенетін болсаң, тағдырға да солай сенуің керек дейді. Кейде сопылық осы мәселені көтереді. Неге Алла тағалаға иман мен тағдырға иман қатар тұр? Андай болмайды да. Мен Алла тағала иман келтіремін, бірақ тағдырға сәл күмәнім бар десең, онда иманың бүтін емес деп айтады бізде жаңағы ислам теологиясында. Неге деген кезде жаңа сопылықта түсіндіреді, тағдыр деген негізі көбінесе адамдарға өткен шақтарына байланысты қолданылатын термин негізі. Болашаққа емес. Болашақта болатын қателердің бәрін тағдырға жауап беруге болады деген сөз емес еді. Тағдыр болып қойған нәрсеге. Жаңадай қалай деп айтсақ болады, болып қойған жаңағы өткеніңді қабылдау ғой, былайша айтқан кезде. Өткеніңді қабылдау. Мысалға бір адам бір ауруға енді душар болып қалатын болса, тағдырға иман келтірмей былай жалаң ақылмен оның себебін іздей беретін болса, ол адам оның себебін таппайды. Бір себептен бір себеп, соңында ол үмітсіздікке, жалпы өмірден мен не істеп жүрмін дегенге келеді. Өйткені ол өтіп кеткен нәрсе болғандықтан оны қайтадан дұрыстау мүмкін емес қой. Сол кезде жаңа бізде неде сопылықта айтады, тағдыр осы кезде адамға көмекке келеді дейді. Адам біттім, себебін іздеу керек дейді әрине. Кінәлілер болса табу керек дейді. Бірақ соңында біттім, Құдай, кінәлілер таптым, сонда да көңілім тыншымай жатыр. Неге мен осындай нәрсеге душар болуым керек деп үмітсіздікке салынып жаңағы мына өмірдің өзі сүру қатты немес дегенге кетіп баратқан кезде тағдыр көмекке келеді дейді. Адамға бір анандай
дәрі секілді әсер етеді. Бізде ана кетанав деген дәрі бар ғой жаңағы. Бізде көбінесе іше береміз ғой, шай жоқ негізі. Ал оны нелер врачтар айтады дейді ғой. Ой, кетанав деген дәрі ана ауыр наркоздардан оянған, ауру жазылмай жатқан адамдардың болмай жатырмын, шыдамай жатырмын, біттім деген кезде барып беретін жаңағыдай дозасы мықты дәрі деп айтады екен деп естідім енді. Сондай шара қалмаған кезде соңғы бір барар шығар амал есебінде. Сол секілді тағдыр деген дейді жаңағы. Біттім, құрдым, Құдай ештеңе жоқ, мына себептерін бәрін тапқанның өзінде мен көңілім тыншымай жатырмын деген кезде Құдай айтады, тағдырың осылай жазылған, мойындауың керек, қабылдауың керек, осылай болуы тиіс болған. Сенің бұл жерде ешқандай нең жоқ. Жаңағы қалай деп айтсам болады, үлесің жоқ. Осылай болуды Құдай жазған деген кезде бұл ана соңғы бар қағар есігің болып есептеледі дейді да. Ал оны айналдырып келіп жаңағы істерін істеп алып, жасарын жасап алып, тағдырға жауып отыратын бұл терминдер емес. Былайша айтқан кезде жаңағыдай ғой, бізде ислам әлемінде терминдердің бәрінің басқа мағыналарын беріп тастағанда, негізгі мағыналар артта қалып кеткен. Бұны қайтадан реконструкция, қайтадан бір отырып алып талқылайтын болса, көптеген нелерді жаңағыдай тазартуға болады. Сондықтан енді ислам реформаға көнбейді десек те, ол деконструкция дей ма жаңағыдай. Жаңадан бір қалыпқа келтіру, жаңадан бір пайымдарға, жаңадан заманауи өндірілген құндылықтар мен білімдерді икемдеуге жаңағыдай болатын нәрсе. Сенің егер қазір ақыл болмаса, біз адамдар бәрібір өзімізден туған балаға қарайтын едік. Инстинкт бар дейсіз ғой. Инстинкт бар. Ана өзінің баласына бәрібір қарайтын еді, сүт беретін еді. Әке жаңағыдай отбасына, то есть әке адам өзінің отбасына жаңағыдай қамқор болатын еді, тамақ әкеп беретін еді деген сияқты да. То есть олардың барлығы бізге ол наным, дін, дәстүрден бөлек, ол өзіміздің ішімізде адами қалпымызда ең бастапқы кодтарда қалыптасып қойған да. Бірақ біздегі андай бір не бар да, екі бір саудагерлік бір қасиет бар да жаңағы. Сен онсызда да өз табиғатында істейтін нәрселер арқылы сен турасында сонымен Құдаймен саудаласып кетесің да. Құдай, вот мен анама қамқор болам, но сен сол үшін маған жұмақ беруің керек деп та жаңағыдай. Сондай болып кеткен. Бақа есеп. Иә, мен адам әкесіне тек қана мына жұмақ үшін ғана жаңағыдай ішкі ниет солай өзгеріп кетеді. Әкесіне жұмақ үшін ғана не қылып кетеді, қамқор болып кетеді. Онда ол есептей бастайды. Так, мына істе сауап аз, ана істе сауап көп деген секілді. Сондай бір саудагерлік условностьтар өте қатты көбейіп кеткен да жаңағы. Жалпы соның барлығын сырып тастап, адам өзінің ішкі халіне, ішкі күйіне қайту керек сияқты. Бәріміз айналып келген кезде бір көкірегімізде әйтеуір жарық іздеп жүрген бір неміз ғой, жаратылыспыз ғой енді. Қарайсың енді біреу былай көсіліп жатыр, біреу былай көсіліп жатыр, әйтеуір бәрінің көзіне қарайтын болсаң бір не бар да, біреуде әйтеуір жай сөнейін деп тұрған болуы мүмкін, біреуде жанып тұрған болуы мүмкін, әйтеуір бір мына болмыстың бір сәулесі бар да жаңағыдай. И как минимум сол үшінде андай жақсы көруге тұрарлық та адамзат. Иә. Былайша айтқан кезде адам көзқарастары әртүрлі болды ма, нәсілі, ұлты, басқасы, бірақ андай адами бір базовый құндылықтарда сол үшін де бір-бірін құрметтей білу керек, сыйлай білу керек, жақсы көре білу керек. Рахмет, бүгін осында келіп өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісіп жатқандарыңызға. Өте бір құнды, андай насыщенный дейді ғой, орысша айтқан кезде. Сұхбат маңызды, бір мағыналы сұхбат болды деп ойлаймын. Көп рахмет сіздердің келгендеріңізге. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамызға жаңағы лайк қойып, парақшаларыңызда бөлісіп отыруды және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұйырса дәл осындай бағдарламалар тағы да өзінің жалғасын табатын болады. Көп рахмет.